Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл шынайы уақыт арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. 1954 жылы Кеңес даласының шаңдақ жолдарымен 1 миллионнан астам адам шұбырды. 1 миллион. Бұл жай ғана әдемі сөз немесе асыра сілтеу емес. 1953 жылғы рақымшылықпен босатылған тұтқындардың нақты саны осындай еді. Қолдарында жұқа тақтайдан қағылған шабадан. Қалталарында көк тиын жоқ, тек босатылғаны туралы жалғыз жапырақ анықтама ғана бар. Олар жаяу жалтылап жүрді. Кездейсоқ көліктерге мінді. Шөп маяларында, суық теміржол бекеттерінде және жүк вагондарында тінеді. Тіпті ашық аспан астында, қара жерге жата кеткен кездерде аз болмады. Осы бір сұмдыққа ой жүгіртіп көріңізші. 1 миллион адам. Бұл майданға аттанған әскер емес. Бұл ел басына күн туғандағы көш те емес. Бұл алып мемлекеттің кемір тордан босатып, кең далаға қаңғытып жіберген адамдары. Билік оларға тек қана жүре беріңдер деді. Бірақ қайда баратынын айтпады. Немен жан бағатынын түсіндірмеді. Қалай өмір сүру керектігін де көрсетпеді. Қалаларға оларды кіргізбеді. Тіркеусіз жұмысқа алмайды. Ал жұмыссыз тіркеуге тұру мүмкін емес. Мемлекет бұл тығырықтан шығар ешқандай жол қалдырған жоқ. Бұл әлдекімнің жеке қатыгездігі емес еді. Бұл зұлмат жүйенің нақ өзі болатын. Ол жерде обал мен сауаққа, адам тағдырына орын болмады. Тек құрғақ сандар мен қатал баттар ғана үстемдік құрды. Ауылдарда жұрт қақпасын тарс жауып, малын жасырып әлек болды. Түрмеден шыққандар келе жатыр деген үрейлі қауесет ауыл ішін адамдардың өзінен бұрын кезіп кететін. Аудан орталықтарындағы сақшылар босап шыққандарды бекеттен күтіп алып, елді мекеннің шетіне дейін шығарық салып отырды. Артық сөзсіз, бірақ өте қатал түрде. Бұл жерде сіздерге орын жоқ екенін ұқтырды. Оларға еш жерден орын табылмады. Көпшілігі сол күйі ізім ғайым жоғалып кетті. Түрме мен қалыпты өмірдің арасындағы бос кеңістікте жұтылып, екі ортада сенделіп қалды. Кейбірі қайтадан істі болып, кемір торға қамалды. Олардың бұзықтық жасағысы келгеннен емес, басқа барар жол таппағанынан еді. Ал ол жолды нұсқайтын жандарында ешкім болған жоқ. Енді біреулері алғашқы қақаған қыстақ көше шетіндегі дуалдың түбінде үсіп өлді. Тағы біреулері мүлдем із-түссіз ғайып болды. Ешкім оларды іздемеді. Өйткені іздейтін жақындар да қалмаған еді. Бірақ кейде өте сирек болса да басқаша оқиғаларда кездесіп тұратын. Мен бұл тарихта 20 жыл бұрын Ақмола облыстық мұрағатында жұмыс істеп жүргенімде Ағипа апайдың жиенінен естідім. Оның есімі Ерасыл еді. Жасы 45-тер шамасындағы, бойы аса ұзын емес, сәл еңкіштеу келген ер кісі болатын. Аузын ашпас бұрын әр сөзін салмақтап барып сөйлейтін адамдарға тән қасиетпен өте баяу және ақырын тіл қатты. Ол маған алдын ала хабарласпай аяқ астынан келді. Мекеменің есігін қақты да табалдырықта тұрып қалды. Қолында сырты мүжілген, парақтары уақыт өте келе сарғайып, бұрышына шай төгілген ескі қалың дәттер бар екен. Апам бұл дәттерді тыңдай білетін адамға табыстауды аманат етіп еді, деді ол. Мен сол кезде тыңдай білудің нақты мағынасын бірден ұға қоймадым. Кейін түсіндім. Бұл дегеніміз естігенін бұрмаламайтын, артық сөз қоспайтын және ең бастысы, әдемі көріну үшін ақиқатты алып тастамайтын адам екен. Ол барлығын сол қалпында сақтап қалатын жанды іздеген. Бұл дәттерде Ағипа апай барлығын өз қолымен жазып қалдырған. Сирек жазатын, бірақ үнемі терең ойланып, барлығын дәл есінде сақтайтын адамның ірі, әрі қисықтау жазуымен таңбаланыпты. Күндері, есімдері, адамдардың сөзбе-сөз айтқан әңгімелері, ұсақ-түйек көріністері, тіпті пештің үстінде не тұрғаны, кімнің қалай қарағаны, сол күнгі ауа райына дейін түгел қамтылған. Ол бұның бәрін өз емес, өзгелер ұмытып кетеді деп қорыққандай, уақыт өте келе бұл оқиғалардың ешқашан болмағандай өшіп кетуінен сескенгендей жазыпты. Мен сол ескі дәттерді 3 күн бойы баса алмай оқыдым. Кейбір парақтарын
қайта-қайта қарай бердім. Ал енді мұқият тыңдаңыз. Өйткені бұл қайсар әйелдің 1954 жылдың тамыз айындағы жылы кеште барған тәуекелі және оның арада 20 жыл өткен соң қандай нәтиже бергені жайлы оқиғанымен қатты тырыссам да ойдан шығара алмас едім. Құрметті ағайын, әрі қарай жалғастырмас бұрын, бізді қай өмірден көріп отырғандарыңызды жазып, пікір қалдырыңыздар. Бейнебаянды löпіл басып қолдасаңыздар, біз үшін ең үлкен алғыс сол болмақ. Сонымен Ағипа, егер сіз 1954 жылдың жазында Құрғақсай ауылына табан тіреп, алдыңыздан шыққан алғашқы адамнан бұл жердегі ең мықты шаруа кім деп сұрасаңыз, олар еш ойланбастан жауап берер еді. Ағипа. Ағипа Уәли қызы. Көшенің ең шетінде тұратын жесір әйел. Ер азамат емес, колхоз бастығы немесе бригадир де емес. 52 жастағы, жар жоқ, қасында сүйеніш болар ересек балалар жоқ, жалғыз басты әйел. Бірақ оның шаруашылығының мықтылығы соншалық, көршілері іштей қызғанышпен қарап, бетіне ештеңе айтпауға тырысатын, себебі өздеріне ыңғайсыз еді. Жесір әйелді қызғану обал екенін білсе де, қызғанбауға тағы да шамалар жетпейтін. Құрғақсай ауылы жазық төбенің басында, жазда таязданып, көктемде арнасынан асағатын Орманды өзенінің бойында орналасқан. 30 шақты түтіні бар. Көшенің қақ ортасында ортақ құдығы және колхоз басқармасының алдында шоқ басқан 3 қайыңы бар шағын ауыл. Колхоздың аты Ленин жол деп аталатын. Онда 4 түлік мал өсіріліп, айналасында егін алқаптары жайғалып тұрған. Халық бай тұрмаса да аш құрсақ емес еді. Ерінбей еңбек еткен адамға Сарыарқаның жері қашанда жомарт қой. Жұрттың басым бөлігі қара терге түсіп жұмыс істейтін. Ал Ағипа бәрінен де көп еңбек ететін. Оның үйі көшенің ең шетінде, алдын аяқтылар тұсында орналасқан. Одан әрі көкжиекке дейін көз ұшында созылып жатқан ұлан ғайыр дала, егін алқабымен қайыңды тоғай басталатын. Қарағайдан қиып салынған берік ағаш үйді сонау 30-шы жылдары Саттардың әкесі, яғни атасы тұрғызған еді. Ағаш пен жердің жайын беске білетін, іске мығым, ұқыпты кісі болатын. Үйің ғасыр бойы мызырмай тұрсын десең, ағашты қыстың қақпағында, аяз қысып тұрғанда шап, сонда кепкен ағаш жарылмайды деп отыратын. Айтуын шақ жасады. Қалың бөренелерден қиыстырылған қабырғаларда 20 жыл ішінде бірде-бір шірігізі байқалмады. Кіреберістегі кең тақтайлы еден шегесіз қағылса да еш сықырламайтын. Төрде үлкен пеш. Ас үйде кірпіштен өрілген шағын ошақ бар еді. Керезелері шағын болғанымен, қос қабатты әйнек қыстың қаһарлы боранында жел өткізбейтін. Алайда 1954 жылға таман шатыр сыр бере бастады. Ауыр қыстан кейін үйдің теріскей беті қисайып кеткен. Көктем шыға ас үйдегі ошақтың үстінен тамшы тама бастады. Ағипа ыдыс қойып қойғанымен, бұл мәселенің шешімі емес, кек уақыт созу екенін жақсы түсінетін. Шатырдың тақтайын жаңартып, тіреулерін тексеру керек еді. Бірақ жалғыз әйелдің оған шамасы келмейді. Ал жалдап істетуге артық қаражаты жоқ. Оның ауласында үлкен аумақты алып жатқан бау-бақшасы бар болатын. Ауыл өлшемімен алғанда бұл өте үлкен жер. Ал оның өз шама-шарқына дәл жетерліктей еді. Атыз-атыз болып, түп-түзу тартылған бақшаның топырағы үлпілдет тұратын. Ол әр жауыннан кейін жердің беті қатып қалмау үшін тынбай қопсытып отыратын. Қызанақ, қияр, пияз, сәбіз, қызылша және орам жапырақтың 3 түрі жайқалып өсіп тұрды. Ең негізгі тамақ саналатын картоптың ерте және кеш пісетін 2 түрін егетін. Қошалды жағалай асқабақ пен кәді, ал тауықтарға жем әрі май сығу үшін күнбағыс отырғызылған. Қорасында 3 жасар ақмаңдай атты сауынымды сиыры бар. Жайылымы келіскен маусымда күніне 12 литрге дейін сүт беретін. Ағипа сүттің жартысын сатып, немесе қажетті заттарға айырбастайтын да, қалғанын өзіне алып қалатын. Одан бөлек мінезі шатақтау келген ала ешкі мен өте жуас екінші ешкісі бар. 20 шақты тауық пен таңғы 3-те ауылды басына көтеріп шақыратын жалғыз әтеші тағы бар. Жертөлесі қыстық азыққа толы.
тұздалған тағамдар, кептірілген саңырау құлақ, екі үлкен күбіге басылған орам жапырақ, үйіліп жатқан екі түрлі картоп, құмға көмілген сәбіз бен қызылша, емен жапырағымен бірге ағаш бөшкеге салынған алма. Бәрі де өз ауласының өнімі, бәрі де өз қолымен жасалған. Өзі өсіруге болатын дүниенің ешбірін сатып алмайтын. Ағипа бойы аса биік емес, шоқпардай мығым, қайратты әйел еді. Жастық шағынан осындай болатын. Өткен жылдар оның еңсесін түсіріп, бүктете қоймады. Кек қимылына салмақтылық қосып, әрбір қадамын ойланып басатын етті. Самайына ақ кіре бастаған қою, қара шашын үнемі ақжаулықпен жауып жүретін. Орамалын тек түнде ұйықтағанда ғана шешетін. Жұмыстан тас болып қатқан жалпақ алақандарымен үнемі тырнағы сынып жүретін қайратты саусақтары көп еңбектің куәсіндей еді. Су мен жерден, қақаған аяздан саусақтарының сүйектері кілім-тілім болып жарылып кеткен. Бұл қолдар қамырды да нақышына келтіріп илей алатын, отта тұрған қазанды да жалаңаш қолмен жұлып ала беретін, күректі де 8 сағат бойы қажымай ұстауға бейім еді. Қолындағы мейіздей қатып қалған сүйелдері әлдеқашан сүйекке айналып кеткендей көрінетін. Жүзі қатал, әжімдері терең. Бірақ бұл кәріліктің емес, бейнеттің әжімдері болатын. Әрбір сызықтың өз тарихы бар. Еріндері үнемі қымтырылып тұратын. Бұл оның біреуге наразылық емес, бет әлпетінің жаратылысы сондай еді. Тек сирек жымиған кезде ғана жүзі мейірімге толатын. Жұрттың көзіне тік қарайтын қайсарлығы бар. Тіпті ауыл басқармасы, айлакер әрі жұртты билігімен жасқа беренген Лұқпанның өзі Ағипаның мысынан қаймығатын. Оның рухы ешкімге бағынбайтын. Жаратушыға деген сенімі де бөлек еді. Мешітке бармай-ақ, жаратушымен өз ішінде, өз тілінде оңаша тілдесетін. Кешке барлық шаруасы бітіп, тыныс алған сәтте жаратқаннан іштей ғана медет тілейтін. Жолдасы Саттарды 1941 жылдың шілдесінде соғыс басталған 22 күні қанды майдан тартып әкетті. Жалпы жұмылдырудың 3 күнінде аттанған еді. Ағипа оны қақпаға дейін ғана шығарып салды. Әрі қарай жүруге күйеуі рұқсат етпеді. Кішкентай Нұртас әкесінің майданға кетіп бара жатып, артына бұрылып қарамағанын көрмеу керек деді. Саттар міндетті түрде ораламын деп уәде берді. Қашан келетінін айтпаса да, бұл сөздері еш күмәнсіз нақ шықты. Ол әйелі мен ұлын бауырына басты да жүріп кетті. 2 жылдың ішінде майданнан 14 хат келді. Ағипа олардың әрбір сөзін, әрбір үтіріне дейін жатқа білетін. 1943 жылы хат келуі сап тыйылды. Алдымен ұзақ үнсіздік орнады. Содан кейін суық хабар, қара қағаз келді. 43 жылдың шілдесінде Курск түбіндегі қанды шайқаста ерлікпен қаза тапты деген жазуы бар еді. Ағипа қара қағазды оқып шықты да, төртке бүктеп, хаттардың қасына сандықтың түбіне салып қойды. Сосын сыртқа шықты. Ешкілерге шөп салды, сиырын сауды, қазанға картоп асты. Басқа бір тамшыда жас шығармады. Бұл оның жарына деген махаббатының жоқтығынан емес еді. Оның махаббаты еш қайда кеткен жоқ. Ол тек тұла бойына сіңіп, тынысы мен жүрісінің бір бөлшегіне айналып кеткен. Оның үстіне көз жасына ерік беруге уақытта жоқ болатын. Нұртас небәрі 7 жаста. Бар шаруашылық өзінің мойнында. Елде соғыс жүріп жатыр. Түнде жастығын құшақтап үнсіз егілу ол үшін қол жетпес үлкен сән салтанат еді. Нұртас ешкімнен кем болмай, еңбекқор, қарапайым әрі ақылды азамат болып ер жетті. 1952 жылы ол 18 жасқа толып, төл құжатын алған соң, бір шабадан затын жинап, Қарағандыға аттанды. Ондағы машина жасау зауытында жатақхана мен жақсы жалақы берілетін. Ол бәрін алдын ала келісіп, хат арқылы шешіп қойған еді. Ағипа ұлына жолға жетерліктей азығын түйіп берді де, автобекетке дейін шығарт салып, артынан қол бұлғап қала берді. Ол хатты сирек жазатын. Жылына 1-2 рет қана хабарласып, 1 мамыр мен 7 қарашада амандық сұраған сәлемдеме жіберетін. Ауылға одан да сирек келетін. Жылына 1 рет, жазды күні 2-3 күнге ғана ат басын бұрып, қолғабыс қылған сейтін да, анасының пісіргенін ішіп жеп, өз бөлмесінде ұйықтап, тайтадан ізім қайым жоғалатын.
Ағипа бұған сырттай еш ренжімейтін. Көршісі күләнға бірде, ұлды өзім үшін емес, өмір сүрсін деп өсірдім. Өз арнасын тапты, демек бәрі дұрыс деп қысқа қайырды. Күлән аяушылықпен бас шайқады. Ағипа оған артық ештеңе түсіндіріп жатпады. Түсіндіретінде дәнеңе жоқ еді. Ол жалғыздықтан қорықпайтын. Оның қорқатыны мүлдем басқа нәрсе еді. Бар шаруаны тындырып, үлгермей тұрып, бойынан күш қуаты кетіп қалама деп үрейленетін. Бау-бақша, қорадағы мал, қыстық отын, үйдің шатыры, осының бәрі тынымсыз еңбекті қажет етті. Қос қол үнемі жетіспейтін. Жалғыз әйелдің шамасы физикалық тұрғыдан жетпейтін ауыр жұмыстар да бар еді. Үй жөндеуге қажетті жуан бөренені жалғыз көтеру мүмкін емес. Қоршауға керек ағашты бір өзі дайындай алмайды. Шатырды жабу үшін де қасына көмекші керек. Ол қолынан келгенін жасады, қалғаны қордалана берді. 1954 жылдың жазында бар ауыртпалық еселеніп, әбден қысылған сәтті күтіп тұрғандай, бәрі бірден мойнына ілінді. Қалың қар ұзақ жатқан ауыр қыстан кейін ас үйдің шатырынан су кетті. Мамыр айындағы жауыннан соң бақшаның қоршауы құлап қалды. Жер әбден езіліп, қыстан бері түбі шіріген бағаналар сұлап түсті. Қысқа дайындалған отын қажетті мөлшердің жартысына да жетпейді. Көктемде реті келмеді. Одан кейін белі шойырылып бір апта жатып қалды. Сөйтіп сылтау көбейді. Ағипа осының бәріне қараттырып, қайсысын өзі үлгеретінін, қайсысына күші жетпейтінін іштей есептеп шықты. Көрші Қараөткел ауылынан адам жалдау қанша тұратынын бағамдады. Онда кез келген қара жұмысқа жалдана беретін Қасен деген жігіт бар еді. Есептей келе, Қасенді жалдауға қаражаты жетпеді. Қысқа, білте шамның майына, тұзға және басқа да қажеттіліктерге деп жинап қойған азын-аулақ теңгесі бар болатын. Бірақ оған тиіскісі келмеді. Яғни артық ақша жоқ. Дәлірек айтқанда, ақша бар, бірақ бұл жұмысқа арналмаған. Тамыз айы өте қапырық әрі аптап ыстық болды. Сарыарқа даласында мұндай қуаңшылық бірнеше жылда бір рет қана қайталанатын. Шіліңгір ыстық шілденің ортасында басталып, қыркүйекке дейін бір тамшы жауынсыз жерді қуырған қалыпта тұрып алатын. Жердің беті тілім-тілім болып жарылып, екі елдей саңылау пайда болды. Кереңдігі алақан сиятындай еді. Шөп шілде айында қурап сарғайып кеткен. Қоршаудың түбіндегі ылғи жайқалып тұратын жапырақтардың өзі ширатылып, қоңырқай тартып қалды. Бау-бақшаны күніне 2 рет, таңертең күн көтерілмей тұрып, және кешке ыстық қайтқан кезде суаруға тура келді. Олай етпесе, қызанақтар сабағында тұрып-ақ қурап, ал қиярлар ащы болып тырысып қалатын. Суды ол құдықтан мойнағашпен қос шелектеп таситын. Құдық үйден 30 қадамдай жерде орналасқан. Әр барған сайын 2 шелек 30 литр су әкеледі. Бақшаны бір рет суару үшін 8-10 рет барып қайту керек. Ал күніне 15-20 мәрте су тасиды. Кешке қарай белі жазылмай қалатын. Ағипа төсекке құлай кетіп, бойын тіктеп, ауырсыну басылғанша 10 минуттай қозғалмастан жататын. Содан соң қайта тұрады. Пештің түтіндігі жабық па, жоқ па, сом тексереді. Сосын барып қана көзіледі. Таңғы 4-те орнынан тұрып, таусылмайтын бейнет қайта басталатын. 23 тамыздың кешінде ол шаруасын күндегіден кеш аяқтады. Ақмаңдайды сауып, тауықтарды қораға кіргізді. Ешкілердің алдына шөт салды. Кешегі қалған сорпаны жылтуға қойды. Ошақ үстінде үнемі тамақ тұратын. Ол 3 күнге жететіндей етіп, үлкен шойын қазанмен асасатын. Қолын алжақ құшына сүртті де, есік алдына шықты. Мақсаты жай ғана 5 минут дем алып отыру. Күн алыстағы орманның тасасына батып бара жатты. Батыс жақта егін алқаптарымен тоғайдан кейін үлкен орман басталатын. Қайың, емен, керек араласқан болну орман 10 шақырымдай жерге созылып жататын. Аспан алдымен қызғылт сары, содан кейін қою қызыл, ақырында мыс түстес реңкке енді. Тамыз айында ыстық қайтып, ауа сәл салқындаған кезде ғана болатын ғажайып көрініс. Шөп арасындағы шегірткелер толассыз шырылдайды. Ауыл іші тып-тыныш. 30 түтіннің бәрі
бұл уақытта өз үйлеріне кіріп кеткен еді. Ағипа баспалдақта отырып, қыстық отының қамын ойлады. Егер ертеңнен бастаса, қазан айына дейін қаншасын өзі жарып үлгеретінін шамалады. Іштей текшеметрлеп есептеп көрді. Есебі еш шықпады. Кенет қақпа сыртынан аяқ киімнің тырсылы естілді. Бір адам емес, бірнешеу. Кешкі тыныштықта шаң басқан ауыл жолмен келе жатқан қадамдардың дыбысынан-ақ олардың 3 адам екенін дәл әрі бірден ажыратты. Асықпай, сүрінбей, бір қалыпты жүріп келеді. Қадамдары шаршаңқы, бірақ мақсатсыз емес еді. Ағипа орнынан тұрды. Қақпаға қарай беттеді. Бара жатып, қораның қабырғасына сүйеулі тұрған күректің сабын қолына іле кетті. Ол үнемі сол жерде, қауіпсіздік үшін тұратын. Бұл оның қорыққанынан емес еді. Қас қарайған шақта ауылда жүрген жалғыз әйел үшін бұл түнде есікті құлттап жату сияқты қарапайым әрі қатаң қағида болатын. Қақпа сыртында 3 еркек тұр еді. Кейін барлығы әлдеқашан аяқталып, өмір арнасы мүлдем басқаша өзгерген кезде, Ағипа өзінің дәптеріне оларды алғаш көргенде үрей емес, таңданыс сезінде болғанын жазды. Өйткені олардың түрлері қорқынышты емес еді. Олардың бойында үрей тудыратындай дәрмен қалмаған, әбден қалжыраған бейбақтар болатын. Олардың түрінен де, тұрсынан да ешқандай үрей сезілмеді. Үшеуі қақпа алдында қаңтарылып тұр. Есікті жұлқымады, айғайламады, ештеңе талап етпеді. Тағдырдың тауқыметін тартып, үнемі бірдеңені күтуге әбден дағдыланған, енді асығар еш жері қалмаған бейбақтар дәл осылай тұратын еді. Арасындағы жасы үлкендеуі, бойы сұңғақ, ашаң келген 45-тер шамасындағы азамат бір қалыпты, бәсең дауыспен тіл қатты. Бәйбіше, қонып шығуға рұқсат етіңіз. Мас емеспіз, бұзықтығымыз жоқ. Кек барар жер, басар тауымыз қалмады, деді. Дауысы өте ашық, ешқандай қарлығы жоқ. Әр сөзді анық әрі таза айтады екен. Аузын ашпас бұрын сөзін салмақтап барып сөйлейтін зиялы адамның үні екені бірден байқалды. Үстіндегі костюмі өзінікі емес екені көрініп тұр. Иығынан салбыраған, жеңі шолақ, әбден тозған киім болса да, түймелерінің бәрі мұқият қадалған. Ішіндегі жейдесі мен қыштысы әлдеқашан жазылып кеткен шалбары да тым жұпыны. Аяғындағы бәтеңкесінің тозығы жетсе де, тап-таза етіп сүртіліпті. Ағипа осыны бірден байқады. Аяқ киімі таза, демек, рухы әлі толық сынбаған. Намысын қолдан бермеген, өзін өзі күтуге қайраты бар жан. Көзінде сымы, жұқа көзілдірік. Бір әйнегі қиғашынан шытынаған, бірақ түсіп қалмай әрең ілініп тұр. Қыр мұрынды, шығыңқы жақты кісі екен. Қолдарын қалтасына тықпай төмен түсіріп, еркін ұстаттыр. Жұдырғын түймеді, артық қимыл жасамады. Жанарын тайдырмай тақ қарайды. Үнемі қайыр сұрап үйренген адамдарға тән жалынған, мүсәпірлік кейіп байқалмайды. Ол жалынбады. Керісінше, кектілік үшін пана сұрақтырғандай еді. Бұл 47 жастағы Сейіт Асқарұлы еді. Оралдағы ауыл шаруашылығы машиналарын жасайтын ірі зауыттың бұрынғы бас инженері. Қатыгез 58-ші баппен 7 жыл арқалап айдауда болған жан. Ағипа бұл шындықты кейінірек біледі. Ал қазірше ол, қақпаның саңлауынан қарап тұрып, адам танитын қасиетімен оның ішкі дүниесін оқыттырған болатын. Екіншісі сәл артта, сол жаққа таман шегініп тұр. Біреудің тасасына тығылып тұруы қорқақтықтан емес, шақырмаған жерге бірінші болып ұмтылмайтын әдеттен қалыптасқан еді. Бойы тапалдау, жауырыны қақпақтай. Түріне қарап жасын ажырату мүлде мүмкін емес. Өмірдің ащы таяғы бет әлпетіне терең із қалдырыпты. 35-те немесе 40-та болуда ықтимал. Мұрны сынып, қисық біткен. Осы бір сынықпен оның еңсесін тік ұстауы бұл адамның талай соққы жегенін, бірақ құламай тік тұруды үйренгенін айғақтаттырды. Оң қолының соқ және ортан саусағы жоқ. Орны әлде қашан бітіп кеткен. Ағипаға емес, мүлдем басқа жаққа көз тігіп тұр. Бөгде адамның шешімін күтіп, осылай келмірік тұру ол үшін өте ыңғайсыз сияқты. Басқаға жалтақтамай, өз тағдырын өзі шешіп үйренген адамның нақ өзі еді. Оның есімі Ғалым болатын. 38 жаста. 3 рет істі болған. Өмірінің 12 жылын темір тордың ар жағында өткізген.
алғаш рет 7 жасында. Ашаршылық жайлаған 33 жылдың зұлматында базардан бір бөлтірік нан ұрлап ұсталған. Содан кейін бұл жағдай қайталана берді. Бұл оның жаман адам болғанынан емес, ешкім оған дұрыс жол сілтемегендіктен, ал өзі ол жолды таба алмағандықтан еді. Үшіншісі, ана екеуінен бөлек сәл шеттеу тұр. Біреудің арқасына тығылмайды, қатарда тұрмайды. Өзінің орнын білетін адамша оңашаланған. Бойы ұзын, сімірлі азамат. Жасы 35-терде болғанымен, әлде қайда егде көрінеді. Самайын ерте түскен ақ шалған. Жүзінде әлде бір сезім мәңгілікке қатып қалғандай. Ешқандай сезім білінбейді. Тастай қатал емес, жай ғана меңіреу күйге түскендей. Жерге қарап тұр. Қорыққаннан немесе ұялғаннан емес. Басын көтеріп қараудың еш мәні жоқ. Немесе өте қалыпты болған, ұзақ жылдарда қалыптасқан әдеті бойынша төмен көз тіккен еді. Бұл бұрынғы сержант, 35 жастағы тұрар болатын. 41 жылдың маусымында майданға аттанып, алғашқы қақаған қыста Мәскеу түбінде, кейін Сталинград қырғынында, одан соң Харьков бағытында соғысқан. Адамның рухын сындыратын, немесе тастай қатыратын талай сұмдықты өз көзімен көрген. Тұрардың жүрегі тасқа айналғаны анық еді. 44 жылы әскер қатарынан қашып кеткен. Қорқақтықтан емес, оның өте ауыр себебі бар болатын. Бірақ бұл туралы кейінірек сөз болады. Осы үшін 10 жыл арқалап кетті. 53 жылы сол кездегі көптеген тұтқындар сияқты жұмыс күндері есептеліп, мерзімнен бұрын босап шыққан еді. Ағипа қақпа тақтайларының арасындағы саңылаудан үшеуіне ұзақ қарап тұрды. 30, бәлкім 40 секундтай уақыт өтті. Қас қарайған шақта бөтен үйдің есігін қағып, жауап күтіп тұрған адамдар үшін ауылдың өлшемімен бұл тұтас, бір мәңгіліктей көрінетін еді. Алайда олар асықтырмады, қайталап сөз қатпады. Бір аяғынан екінші аяғына ауысып мазасызданбады. Жан жағына жалтақтап үрейленбеді. Тастай қатып, үнсіз күтіп тұрды. Ол осыған қатты мән берді. Сабырмен күте білу жай нәрсе емес. Бұл адамның қандай екенін көрсететін үлкен қасиет. Сосын саңылаудан құжаттарың бар ма деп сұрады. Сейіт артық сөз айтпастан, костюмінің ішкі қалтасына қол жүгіртті. Бүктелген қағазды шығарып, екі саусағымен саңылаудан сыпайы ғана ұсынды. Ағипа қағазды алып жазып қарады. Кемір тордан босатылған туралы анықтама екен. Мемлекеттік мөр басылған, қолы қойылған ресми қағаз. Жалған емес. Ол мұндай қағаздарды бұрын да көрген. Былтыр көршісі Күләннің інісі айдаудан оралғанда дәл осындай құжат әкелген болатын. Аты жөні, сотталған бабы және кесілген мерзімі тайға таңба басқандай жазулы тұрды. Босап шыққан уақыты 1954 жылдың мамыр айы. Қағазды саңылаудан қайтарып берді де сәл үнсіз қалды. Сосын жататын нәрселерін бар ма? Тоңып қалмайсыңдар ма деп сұрады. Сейіт, егер рұқсат болса, шөк қорада жарайды. Төбеміздер шатыр болса болғаны деп жауап қатты. Ағипа тағы біраз үнсіз тұрып, әр қайсысына барлай көз тастады. Содан кейін, анау шеткі қораға бар күтіңдер. Мен шетін бірдеңе әкелейін. Бірақ үнсіз жүріңдер, көршілер көріп қоймасын. Маған артық сөздің керегі жоқ деді. Ол үлкен қақпаны емес, бір адам ғана сиятын тар есікті ашты. Оларды бір-бірлеп кіргізді. Әр қайсысы қасынан өткенде басы зеп етті. Сейіт қысқа ғана амандасты. Ғалым оған қарамай өте шықты. Ал Тұрар сәл ғана басын изеді. Ағипа күректің сабын қораның қабырғасына қайта сүйек қойды. Енді оның қажеті болмаса да алып тастамады. Тұра берсін деді. Өзі үйге кіріп, сорпаны жылтуға кірісті. Жүре жүріп ойға шомылды. 3 еркек. Қолдары бар. Қоршауды көтеру керек. Қыстық отынды жарып, шатырды жөндеу қажет. Ол қорқсам ба жоқ па деген туралы емес, дәл осы шаруалар туралы ойлады. Қорқыныш дегеніміз таңдау жоқ кезде болатын сезім. Ал оның таңдауы бар еді, және ол таңдауын жасап қойған болатын. Сорпаны шағын шойын қазанға құйып, шүберекпен ұстап алды да, кешегі нанның жартысымен 3 қасықты қоса алып шықты. Қораның алдына барып, тамақты жерге қойды да, алыңдар деп,
қысқа қайырып үйіне кіріп кетті. Сол түні көз ілмеді. Киімімен көрпенің сыртына жата кетті де тын-тындап жатты. Аулада тып-тыныш. Тек ақмаңдайдың қорада анда-санда аяқ басқан дыбысы ғана естіледі. Бұл күнделікті құлаққа сіңісті. Қалыпты дыбыс еді. Бір кезде қора жақтан күбірлеген дауыс естілді. Ара қашықтық жақын болған соң анық естіліп тұрды. Қора ас үйдің терезесінен 10 шақты қадам жерде ғана болатын. Түн жылы, керезенің бір әйнегі бостау, жақтауға толық жабыспай тұрғандықтан сырттағы дыбыс ішке кіріп жатты. Негізінен Сейіт сөйлеп жатыр, бәсең әрі бір қалыпты үнмен. Кез келген жағдайда сабыр сақтай білетін адамның дауысы еді бұл. Ағипа әр сөзін анық естімесе де, мағынасын түсініп жатты. Оның айтуынша, ертең аялдамастан әрі қарай жүру керек екен. Бұл әйел бізді аяп немесе ыңғайсызданғандықтан ғана кіргізді. Мұндай сезімдер тез таусылады. Сондықтан, оның мейірімін асыра пайдаланудың қажеті жоқ, деді ол. Ғалым күмәнмен мырс етті. Тұрар үнсіз қалды. Ұзақ үнсіздік орнады. Содан соң, Сейіт өте ақырын ғана бірдеңе айтты. Ағипа сөзін естімесе де, дауыс ырғағынан шағымданбай, жай ғана бір нәрсені анықтап айтып жатқанын ұқты. Ол төсекте жатып өткен күндерін есіне алды. 41 жылдың шілдесінде саттарды майданға әкеткенде, ол кішкентай Нұртаспен және бүкіл шаруашылықпен жалғыз қалған еді. Ер азаматтың көмегінсіз. Қалтада көк тиын жоқ. Бар болғанын соғысқа дейін жұмсап қойған. 41 жылдың қаһарлы қысынан аман шықты. 40 градус аязда отын жетпей, үсіген картоп жеген күндерде болды. 42-ші, тіпті қара қағаз келген 43-ші жылды да өткерді. Аман қалды. Шаруасын шайқалтпай ұстай білді. Демек, қолынан келеді екен. Бірақ қазір оның жасы 52-ден асты. Шатырдан су өтіп, отын жарылмай жатыр. Таңертең орнынан тұру үшін алдымен 3 минуттай қозғалмай жатып белін жазу керек. Әйтпесе, бойын тіктей алмайды. Бұл туралы ол ешкімге тіс жармады. Тіпті Нұртасқа жазған хаттарында да айтпайтын. Дәптерінде де бір ауыз сөзбен ғана белгілеп кеткен екен. Бірақ шындық осы еді. Ауласында 3 еркек жатыр. Олар туыс та емес, көрші немесе жанашыр таныс та емес. Барар жері жоқ, жұмыссыз. Өткен өмірін айтуға ұялатын жандар. Олардың барар жері жоқ болса, оның да жарылмаған отын мен кесік шатырдан қашып құтылар жері жоқ еді. Түнгі сағат 1-де ол таңертең көре жатармыз деп өзіне өзі серт берді де, бір жағына бұрылып көзін жұмды. 3 минуттан соң керең ұйқыға кетті. Ол шешім қабылдауды да, оны кейінге қалдырып, таң атқанша өзін өзі жегідей жемеуді де үйренген еді. Бұл да жылдар бойы қалыптасқан дағды болатын. Күндегі әдетінше таңғы 4-те оянды. Дала әлі қараңғы. Шығыс жақтағы аспан енді ғана бозарып, орман үстінде қызғылт жолақ пайда болып келе жатты. Ақмаңдай қорада мөңірет тұр. Сиырдың уақытты білетіні оятқыштан да дәл еді. Ешкілерде маңырап қостады. Ағипа киініп аулаға шықты. Алдымен шеткі қора жаққа көз тастады. Есік ішінен ілгекпен жабылған. Олар өздері жауып алған екен. Ол бұлай етуді сұраған жоқ еді. Бұл жағдайды ол іштей тіртіп қойды. Демек, шу шығарып, назар аудармау керектігін түсінеді. Демек, олардың ақыл есі дұрыс. Таңертең Ақмаңдайдан 8 литрдей сүт сауып алды. Ыстық күндері салқын кезге қарағанда сүт аз шығатын еді. Тауық қорасын ашты. Тауықтар аулаға лап қойып, дереу жерден жем іздеп бытырай қашты. Ешкілердің алдына бір уыс құрғақ жоңышқа тастады. Ас үйдегі ошаққа тары ботқасын қойды. Май әлі таусылмағандықтан үстіне бір қасық сары май салды. Құдықтан мойнағашпен 2 шелек су әкелді. Бұл үйреншікті істеді. Алғашқы қадамды басқанда белі сыр берсе де, ол тоқтаған жоқ. Жүрсін де баяулатпады. Еркектер күн орманның үстінен көтеріліп, аула таңғы нұрға малынған кезде шөп қорадан шықты. Бірінен соң бірі дерліп бір уақытта шықты. Сейіт алдымен аулаға көз жүгіртіп, қақпаға, қоршауға, шатырға бағалай қарап шықты. Бұл инженерлік әдет, қарау және бағалау еді. Сосын баспалдақта тоқыма тоқып отырған Ағипаға жақындады. Сыпайы ғана, «Қайырлы таң, беті қолымызды жууға бола ма?» деп сұрады.
Ағипа құдық жақты нұсқады. Олар жуынып жатқанда, ол байқатпай көзінің қиығымен мұқият бақылап отырды. Бұл өте маңызды сәт еді. Адамның таңертең, әсіресе бөтен аулада қалай жуынатыны, оның сөзінен гөрі өзі туралы көбірек сыр шертеді. Ғалым тез жуынды. Ожаумен бетімен мойнына су шашты да, сілкініп шетке шықты. Жұқалау оралған темекісін тұтатты. Махоркасы таусылып қалған сыңайлы. Темекінің түтіні үйге кірмесін деп, аулаға емес, шетке қарай бұрылып шекті. Сейіт ұқыпты, әрі асықпай жуынды. Өзімен бірге әкелген кішкентай сабын қалдығымен қолын сабындады. Жақсылап ысқылап шайып, пиджагының қалтасынан алған шүберекпен сүртті. Шүберегі тап-таза екен. Тұрар құдыққа ең соңынан келді де, толы шелекті тартып шығарып, құдықтың ернеуіне қойды. Сосын жейдесін шешті. Одан кейін таң әлі салқын, шөптегі шық кеппегеніне қарамастан, бір шелек суды басынан асыра құя салды. Басын сілкіп, пысқырынып, жейдесін қайта киді. Бұның бәрін үнсіз, байыппен, қалыпты жағдай ретінде жасады. Майданнан қалған дағды екенін Ағипа бірден түсінді. Ол мұны саттардың соғыстың алғашқы айларында, әлі үйде жүргенде күн сайын таңертең аулада салқын сумен жуынатыннан көрген еді. Майдан даласында жылы су болмайды, үйрену керек дейтін ол. Ағипа оларды дастарханға шақырды. Ботқа, нан, ақмаңдайдан жаңа ғана сауып алынған жылы сүт қойылды. Өзі үстелдің қарсы бетіне отырып, шынаяқпен шай ішті. Үнсіз қарап, ойға шомылды. Сейіт ұқыпты жеді. Қасықты жұдырықпен емес, дастархан басында отырып үйренген адамдарша дұрыс ұстады. Нанды жылмаламай, әр жолы кішкене тілімнен үзіп алып жеді. Асықпай, бірақ іркілмей, тамақтың қадірін білетін адамдарша жасандылықсыз қоректенді. Ғалым тез жеді. Оның тезірек, әрі көбірек жегісі келіп тұрғаны көрініп тұрды. Бірақ өзін әдейі жеді. Тәрелкеден көз алмастан тамақтанды. Ботқа таусылған соң, қазан ошақта тұрғанына қарамастан қосымша сұрамады. Сұрауға батпады. Тұрар баяу жеді. Тәрелкеге үңілген күйі таңғы ас бойы бір ретте басын көтермеді. Тамақтанып болған соң, Ағипа шынаяқтарды легенге салып, ошар жақтан бұрылмастан тіл қатты. Жұмыс бар. Бақшаның қоршауы құлап қалды. Ас үйдің шатырынан су өтеді. Қыстық отын жарылмаған. Осыны кешке дейін бітірсеңдер, кешкі асын беріп, тағы бір түн түнеуге рұқсат етемін. Ар жағын көре жатармыз деді. Сейіт қалған екеуіне қарады. Ғалым иығын қиқаң еткізді. Қараудың не қажеті бар? Бәрі түсінікті ғой деген сыңай танытты. Тұрар сол сәтте орнынан тұрып, аулаға шығып үлгерген еді. Ағипа да оның соңынан шықты. Тұрар отын қоймасының жанында, бөрене үстінде жатқан балтаға қарап тұрды. Балтаны алды, бірінші отынды тігінен қойып, сәл тізеп құлаштай ұрды. Отын бір ұрғаннан-ақ кегіс жарылды. Жақсы. Ағипа пышағымен себетін алып, қияр жинауға бақшаға кетті. Аулада балтаның бір қалыпта тарс-тұрс еткен дауысы артта қалды. 1, 2, 3. Асықпай, артық күш жұмсамай ырғақпен ұрып жатты. Істің көзін білетін адам осылай жұмыс істейтін еді. Ол атыздардың арасымен жүріп, қиярларды кесіп алып жатты. Әрі ойланып жүрді. Түнде өзіне таңертең көре жатармыз деген еді. Міне, таң да атты. Байқат тұр, әзірге бәрі жақсылықтың нышанын білдіреді. Түске қарай өзі 3 аптада әрең бітіретін шаруаның бәрі тындырылды. Тұрар отын жарып тастады. Жай ғана жарып қойған жоқ. Бөренелерді мұқият жарып, көлеміне қарай іріктеп шықты. От тұтатуға арналған жіңішкелерін бөлек, күндізгі отқа арналған орташаларын бөлек, түнге арналған ірілерін бөлек жинады. Шатырдың астына тығыз етіп, ауа кіріп, отын дымғылданбауы үшін қатарларын кезектестіріп қалап шықты. Ағипа шығып қарады да тұрып қалды. Оның марқұм саттары да дәл осылай жинайтын, іріктеп, кезектестіріп қалайтын еді. Ол кезде Ағипа оған күліп, бәрібір жанады ғой, қалай жатқанында қандай айырмашылық бар деуші еді. Саттар күлместен салмақты жауап қататын. Бұл адамға байланысты. Қалай сақтасаң, солай өмір сүресің дейтін. Ол кезде Ағипа мұны түсінбейтін.
Қазір тұрардың қалаған отынына қараттырып бәрін ұқты. Тек мұны ғана емес, сөзбен айтып жеткізе алмайтын тағы бірдеңені сезді де, көңіліне мықтап түйіп қойды. Сейіт қоршауды жөндеп жатты. Қорадан ескі сырықтарды тауып алғаған. Бұрышта бұрынғы жөндеуден қалған неше түрлі ағаштар жататын. Оның не екенін Ағипаның өзі де білмейтін еді. Бояудың ескі құтысынан шегелерді, сабыш тынаған балғаны тауып алыпты. Сейіт оны қолына алып қарады да, шүберек тауып жарылған тұсқа орап сулап қойды. Ағаш сіңгенде балғаның басы сыпырылмайды деп есептеген еді. Ешкіммен рұқсат та ақылда сұрамады. Үнсіз ғана іске кірісті. Жұмысты өте ұқықты әрі сауатты атқарды. Алдымен қоршаудың шетін жағалап, ең соңғы бағанасына дейін мұқият қарап шықты. Әр тұсына бірнеше секунд үңіліп, бағамдап жүрді. Қай бағананың түбі шіріп, ауыстыру керек екенін, қайсысы желден құлап, кек көтеріп бекітуді қажет ететінін, қай жердің тақтайы бүтін, кек орнынан қозғалып кеткенін іштей есептеп шықты. Оның санасында нақты жоспар құрып жатқанын Ағипа бірден байқады. Қолында ешқандай қағаз болмаса да, әр бөліктің алдында кідіріп, келесіне өтпес бұрын қалай ойланатынынан ақ бәрі түсініктеді. Содан кейін ғана асықпай, сабырмен жұмыс істеді. Түс ауа. Ағипа қасынан өтіп бара жатып, біткен іске көз салды. Артық сөз айтудың қажеті жоқ еді. Бәрі мінсіз жасалған. Өзі істегеннен әлдеқайда артық шықты. Өйткені ол қайсысын ауыстырып, қайсысын шегелей салу керектігін талдап жатпас еді. Ол тек шетінен рет-ретімен жөндей беретін. Ғалым шатырдың басында жүрді. Бұған қараудың өзі бір бөлек көрініс еді. Бойы тапалдау, қолдары алғашқыда оралаң көрінгенімен, тік шатырдың үстінде өте сенімді әрі шапшаң қимылдады. Аяғын қайда басып жатқанына мүлдем қарамайтын сияқты. Талай рет қауіпке бас тігіп, оны қауіп деп санаудан әлдеқашан қалған адамға тән мысықтай еттіліп бар еді. Шатырдан су өтетін жерді де Ағипа ойлаған жерден емес, мүлдем басқа тұстан тапты. Ағипа әр жауыннан кейін ылғи сол жақ бұрыш су болып жататындықтан, тесік сол жерде деп ойлайтын. Ал ғалым оны жарты метрдей оң жақтан тапты. Тиреу ағаштың сол тұсы осал екен. Су бұрышқа тамбас бұрын сол ағашты бойлап ағып келетін көрінеді. Ол шіріген 3 тақтаймен бір сынған ағашты жұлып алды. Төменге түсіп, «Тақтай бар ма?» деп сұрады. Ағипа қора жақты нұсқады. Ғалым қайтадан шатырға шығып, 40 минуттай жұмыс істеді. Ағипа оның балғамен сирек, бірақ өте дәл ұрып жатқанын естіп жүрді. Шатырдан түскен соң, дайын деді. Келесі жауын көрсетер, бірақ мықтап ұстауға тиіс деп қосты. Ағипа үнсіз бас изеді. Түсте ол үшеуін тамаққа шақырды. Майға қуырылған пияз қосылған қарақымық ботқасы, нан және құмырадағы сусын қойылды. Олар жайғасып отырғанда, Ағипа үнсіз қарап, іштей толғанды. Істің мәнісі осында екен-ау деп тиді. Мамыр айынан бері ойлап, шамасы келмей жүрген шаруаны 3 бейтаныс еркек бір таным ішінде тындырып тастады. Өздері істеді, ешкім жалынбады, нұсқау берген жоқ. Төбелерінен төніп тұрып, не істеу керектігін түсіндіріп әлек болмады. Әрқайсысы өз қалауымен бір істі қолға алып, аяғына дейін жеткізді. Тұрар отын жарып, Сейіт қоршауды жөндеп жатқанда, ғалым бір шетте темекісін бұрқыратып отыра берсе де болар еді. Ешкім оған қой демес еді. Ағипа ешқайсысына нақты мынаны істеңдер деп бұйырмады. Бірақ ғалым қарап отырмай, ешкім тапсырмаған шатырды жөндеуге кірісіп кетті. Осы нәрсені Ағипа бірден байқады. Әрі кейін өте маңызды болатын дүние ретінде есінде сақтап қалды. Түстен кейін Сейіт өзі келіп тіл қатты. Шөк қораның шатыры да жарамсыз екенін айтты. Ауланың бұрышынан қарағанда, шеткі 2 тақтайдың ажырап кеткені көрініп тұр екен. Жазда қауіпті болмағанмен, күзде ішіне су толып, тіреу ағаштары шірі бастайтынын түсіндірді. Кетіп қалмай тұрғанда, сонда жөндеп берейін деп рұқсат сұрады. Ағипа бір сәт үнсіз қалды да, «Қайда барасыңдар?» деп сұрады. Сейіт те бөгелді, сосын шынын айтты. «Әзірге білмейміз, Қарағандыға барып көреміз. Бәлкім зауыт қалар. Тіркеусіз өте қиын, бірақ Теміртау жақта кейбір жұмыстарға құжатсыз да ала береді деп естідік». Ағипа бас изеді де үйге кіріп кетті. 10 минуттан кейін шаруашылық дәттерінен жыртып алынған таза парақ пен қарындаш алып шықты. Сейіттің алдына
баспалдаққа қойды. Кімсіңдер? Қайдансыңдар? Қай баппен және қанша жыл отырдыңдар? Бәрін жазыңдар деді. Кек шындықты. Сейіт оған қарады. Не үшін деп сұрады. Ағипа бір қалыпты үнмен жауап қатты. Егер шындықты білсем, сендермен әрі қарай сөйлесе аламын. Ал егер айтпасаңдар, өз еріктерін. Бірақ онда таңертең ауылдан кетіп қалыңдар. Сейіт қарындашты қолын алды. Ұсақ, әрі түсінікті жазумен бірнеше жол жазды. Сосын ғалымға ұсынды. Ғалым бетін тырыстырды. Бұл жасыратыны бар адамның емес, өз өмірін қағазға түсіріп үйренбеген жанның әрекет еді. Ол да жазып Тұрарға берді. Тұрар парақталды да, оған ұзақ қарап тұрды. 10 секундтай үңілген болар. Содан кейін басқаларға қарағанда өте қысқа, бірнеше сөз ғана жазды. Парақты Ағипаға қайтарып берді де, оның реакциясын күтпестен қораға қарай кетіп қалды. Ағипа қағазды оқыды. Қолында ұстаған күйі сәл тұрды да, қайтадан оқып шығып, алжапқышының қалтасына салып қойды. Еш нәрсе айтпады. Шөп қораны жөндеп беріңдер деді. Кешке қарай таңертең айтылған барлық шаруа, тіпті айтылмаған біраз тірлік те толық аяқталды. Сейіт қақпаның сол жағындағы босап, сықырлап тұрған ілмекті ауыстырды. Ғалым қораның ағаш сырмасын жөндеп қойды. Тұрар ешкімнің нұсқауынсыз-ақ құдық басындағы бос тұрған бөшкелердің бәрін суға толтырып тастады. Кешке Ағипа дастархан жайды. Үлкен шойын табада пияз бен аскөк қосылып қуырылған картоп, жертөледен әкелінген қышқыл орам жабырақ, нан және бір құмыра сүт қойылды. Ол алғаш рет олармен бірге дастархан басына отырды. Бұған дейін тамақты қойып кетіп қалатын еді. Бұл жолы жайғасып отырды. Тамақты үнсіз ішті. Бірақ бұл таңертеңгідей сақтана, жатырқай үндемеу емес, жай ғана жай барақат тыныштық еді. Дастарханды жинап жатып бұрылмастан, осы түні де қонып шығыңдар, ертең сөйлесеміз деді. Тұрар бірінші болып орнынан тұрды да, үнсіз ғана бас изеп, қораға қарай кетті. Ғалым сәл кідіріп, жерге түсіп кеткен қасықты көтеріп, ыдыс аяқ салынған легенге ұқыпты түрде қойды. Сейіт бәсең дауыспен: «Рахмет бәйбіше», деді. Ағипа ештеңе демеді. Босағаға шығып, күнере бастаған аспанға көз салды. Жұлдыздар ірі, әрі тым жақын көрінді. Сарыарқаның тамыздағы ашық түндерінде аспан үнемі осындай ғажап күйге енеді. Бірнеше минут тұрып үйге кірді де, ертеңгі күнді ойлап толғанды. Келесі күні кешке таман, күн орман тасасына байып, аптап ыстықтың беті сәл қайтқан кезде, Сейіт Ағипаға жақындап 15 минут сөйлесуге рұқсат сұрады. Ол келісімін беріп бас изеді. Екеуі аулаға шығып, баспалдаққа отырды. Ғалым мен Тұрар қора жақта қалды. Ғалым темекісін бұрқыратып тұр. Тұрар шаруашылықтан тауып алған өтпейтін пышақтарды қайраққа жанып жатыр. Бірақ екеуі де бұлар жаққа емес, мүлдем басқа жаққа қарап отырды. Бұл әңгіменің өздеріне қатысы жоқ екенін және уақыты келмегенін түсініп, әдейі оңаша қалдырды. Сейіт асықпай сөзін салмақтап сөйледі. Әр сөйлемнің арасында 1-2 секунд кідіріс жасауынан-ақ оның ойын жинақтап отырғаны байқалады. Бұл оның сөйлей алмайтынынан емес еді, керісінше өте шешен адам болатын. Ол жай ғана артық сөз қоспай, ештеңені назардан тыс қалдырмай, айтпағын дәл жеткізгісі келді. Оның айтуынша, үшеуі де әйелдің мейірімін ұзақ пайдалануға болмайтынын, қашан кет десе, сол сәтте бір ауыз сөзсіз кетіп қалуға дайын екендіктерін жақсы түсінеді. Бірақ кетпес бұрын, ол соңғы 2 тәулік бойы ойланып жүрген бір түйінді мәселені жеткізгісі келетінін айтты. Сәл үнсіз қалып, сосын турасына көшті. Олардың шынымен де барар жер, басар тауы қалмаған. Бұл жолдың немесе аяқтың жоқтығынан емес, әрбір жолдың алдында алынбас қамал тұрғандықтан еді. Қалада тіркеусіз дұрыс жұмыс қалмайды. Қара жұмыс қалғанымен, болашағы жоқ дәл өздер сияқты адамдармен бір барақта өмір сүруге тура келеді. Ал ондай ортада ерте ме кеш пе адамның жартысы қайтадан сынып, керіс жолға түседі. Өздері қалағандықтан емес, ортасы батпаққа тартатындықтан, және айналаң түгел сол күйде болған кезде тоқтау өте қиын екендігінен. Ауыл адамдары бөтенді, оның үстіне істі болған жандарды ұната бермейді. Төлқұжаттың орнына берілген
босатылғаны туралы анықтама маңдайға басылған қарғыс таңбасында еді. Жұрттың бәрі алдымен сол қағазды көреді. Ал қағаздың артындағы адам тағдырына ешкім пысқырып та қарамайды. Ағипа сөзін бөлмей, мұқият тыңдап отырды. Сейіт сөзін жалғады. Бәйбішенің мықты, іргелі шаруашылығы бар, ол көрініп тұр. Бірақ жалғыз өзі, бұған шамасы келмейтін де анық байқалады. Ол мұны көңіліне қаяу түсіру үшін емес, соңғы 2 күнде көзі жеткен шындық болған соң айтып отыр екен. Қолғабыс жетіспейді. Таңертең қос шелектеп су тасығанын, ешкімге шағымданбаса да белін әрең тіктеп зорға жүргенін ол анық көрген еді. Бұл әлсіздік емес. Бұл 52 жастың және 41 жылдан бері бір күн демалсыз еткен ауыр еңбектің зардабы болатын. Бұл оның шаруаға қыры жоқ деген сөз емес. Жай ғана жалғыздың шаңы шықпас, ал төртеулеп көтерген жүк жеңіл болар деген ой еді. Сәл үнсіздік орнады. Сөздің мәні жүрекке жету үшін дәл осындай қысқа кідіріс керек болатын. Содан кейін ол өзінің ұсынысын айтты. Олар осында қалады. Шаруашылықта көз бояушылық үшін емес, шынайы, жан тәнімен жұмыс істейді. Отын жару, бау-бақша, қорадағы мал, үй жөндеу. Бәйбішенің айтқаны, мен өздері көрген кем-кетіктің бәрін түзейді. Оның есесіне тек төбедегі шатыр мен ішер ас болса жеткілікті. Ешқандай ақша сұрамайды. Артық ештеңе талап етпейді. Бәйбішенің бір ауыз сөзі заң. Кетіндер десе, сол күнақ қараларын батырады. Не бұйырса, соны бұлжытпай орындайды. Ешқандай талқылаусыз, ешбір ренжісіз. Ағипа үнсіз отырып қалды. Ұзақ отырды. 1 минуттай уақыт өткен шығар. Бірақ ішкі сезіммен өлшегенде одан да көп сияқты көрінді. Сейіт оны асықтырмады. Сөзіне артық ештеңе қоспады. Үнсіз күтті. Ал Ағипа терең ойға батқан еді. Бұл олардың іске қырсыздығы туралы ой емес болатын. Олардың іскерлігін ол бағана көріп үлгерген. Олардың қауіпті не қауіпсіз екендігі жайлы да емес. Оны соңғы 2 күн ішінде әрқайсысының іс-әрекетінен ақ оқып, өзі үшін әлде қашан шешіп қойған. Оның ойлағаны мүлдем басқа мәселе еді. Бөтен 3 еркекті үйге бір жола кіргізу нені білдіреді? Бүкіл ауыл аймақ не дейді? Аудандық сақшы Қасымбек не айтады? Колхоз бастығы қалай қарайды? Ең бастысы, мұның ақыры не болмақ? Біраз уақыттан соң тіл қатты. Менің 3 сұрағым бар. Әрқайсыңа бөлек сұрақ қоямын. Шындарында айтсаңдар, соңғы сөзімді айтамын. Жалтарсаңдар, бірден жоқ деймін. Ешқандай реніш болмасын. Сейіт басы еді. Асықпай, сабырмен келісті. Дәл осындай жауапты күткен адамның нақ өзі еді. Ғалым жақындап келіп, төменгі баспалдаққа тұра қалды. Тұтатып болған темекісін жерге тастады. Тұрар орнынан қозғалған жоқ. Ағипа орнынан тұрып, оның қасына өзі барды. Бұл да бір үлкен таңдау еді, және оны Тұрар бірден ұқты. Алғашқы сұрақты Сейітке қойды. Не үшін сотталғаныңды өз сөзіммен айтып берші деді. Негізі оны жазылған қағаздан оқып білген еді. Бірақ оның өз аузынан естіп, сурет тұрғандағы жүзін көргісі келді. Сейіт жауап қатты. Ешқандай жасандылықсыз, өзін өзі аямастан, кек тұтпастан баяндады. Оған жала жаққан адам туралы да артық сөз айтпады. Ол өз басындағы қайғын емес, бөтен біреудің тарихын айтып тұрғандай таза фактілерді ғана тізбектеп шықты. 36 жыл. Темекі тартатын орын. Нан туралы айтылған бір ғана сөз. Сосын Сатқын Бақтыбай. Бар жоғы 2 минуттық әңгіме. Ағипа оның бетіне тік қарап тұрды. Ол бір ретте жанарын тайдырмады. Бұл оның өзін ақтағысы келгендігінен емес, жай ғана жасыратын ештеңесі жоқ болғандықтан еді. Ағипа мұның бәрі шындық екенін түсінді. Оның оқиғасы жан тебірентерліктей болғандықтан емес, жай ғана таза шындық екенін сезді. Ғалымға екінші сұрақ қойылды. Егер ертең ауыл адамдарының бірі бірдеңем жоғалды деп шағымданып келсе, мен сенен көруім керек пе деп сұрады. Ғалым сәл үнсіз қалды. 3 секундтай ғана. Сосын жоқ деп қысқа қайырды. Сосын сөзін толықтырды. Өзің тұратын жерден ұрлау, өзің көлеңкереп отырған ағаштың бұтағын кескенмен тең деді. Ол ешқашан бұлай істемегенін,
және мұндай әдетті бастауға ниеті де жоқтығын айтты. Өз ағайының затын ұрлау ең төмен, одан артық масқара жоқ іс деп кесіп айтты. Ағипа бұның да шындық екенін түсінді. Оның көзінен адалдық ұшқындап тұрғандықтан емес, керісінше, оның жанары тым күрделі әрі жұмбақ болатын. Бірақ ол бұны біреуді сендіруге тырысатын адамша, жасанды түрде емес, дәлелдеуді қажет етпейтін қарапайым шындық ретінде айтты. Тұрарға ол өзі жақындап барды. Ағипа қасына келгенде, Тұрар басын көтерді. Оған қарсыласпай, бірақ тік қарады. Ағипа тек екеуіне ғана естілетіндей бәсен дауыспен сұрады. Неге қаштым? Тұрар 4 секундтай үнсіз тұрды. Сосын қысқа, нақты, ештеңені жасырмай жауап берді. Әйелі 44-ші жылдың ақпанында қайтыс болыпты. Өкпесіне суық тиген. Су тасимын деп жүріп, өзендегі мұз ойылып, суға құлап кеткен. Бір аптаның ішінде өмірден озыпты. Артында 9 жасар Нүрия қызы қалған. Ауылда жалғыз өзі. Көршісі Пәтима апай көз қырымен қарайласып жүргенмен, оның өз басында 4 баласы бар еді. Тұрар командирге рапорт жазыпты. Жағдайды түсіндірген. Қызын Рязаньдағы әпкесіне апарып тастауға 10 күн сұрапты. Командир түсінігі бар жақсы адам екен, бірақ жоғарыдан қысым болған көрінеді. Бөлімде қашу жағдайлары көбейіп кеткендіктен, басқаларға сабақ болсын деп қатаңдық тамту керек болған. Рапортқа қол қойылмады. Тұрар бір апта күтіп қайта жазды. Тағы да рұқсат берілмеді. Ақыры ол қашып кеткен. Қызын апарып тастаған. Әпкесінің қабылдағанына, жататын орны бар екеніне және Нүрияның жыламайтынына көз жеткізген. Нүрия жыламапты. Кек үлкен жанармен әкесіне қарап, қашан қайтасыз деп сұрапты. Тұрар жақында деп жауап берді. Қайтар жол 2 күннің орнына 16 күнге созылған. Пойыздар тоқтап, көпірлер бұзылғандықтан, айналма жолдармен жүруге тура келген. Ол 16-шы күні қайтып оралған. Ол кезде оны әлде қашан қашқындар тізіміне енгізіп қойған екен. Ағипа оған қарап тұрды. Қызың қазір қайда деп сұрады. Тұрар білмеймін деді. Ең соңғы хатты 48-ші жыл алған. Одан кейін хабар ізіліпті. Ағипа бас изеді. Қайтадан баспалдаққа келді. Үшеуі де оған қарап тұрды. Ол сәл кідіріп, тағы бір рет іштей толғанды. Бұл күмәнданғандықтан емес еді. Ол әлде қашан шешім қабылдап қойған. Кек мұндай маңызды шешімді асығыстықпен емес, адамның бетіне қарай отырып, саналы түрде айту керек болатын. Сосын ол, қаласындар, бірақ шарттарында тыңдап алыңдар деді. Сөзін бастап кетті. Ағипа асықпай, артық сөзсіз бірден мәселеге көшті. Оның барлық іс-әрекет сияқты бұл да нақты әрі тура айтылды. Олар Ағипаның бұл қасиетін әлі толық түсіне қоймаған еді. Бірақ өте мұқият тыңдап тұрды. Мұны ол үшеуінің де жүзінен анық байқады. Бірінші, ішімдікке мүлдем жол берілмейді. Ол өзін тым тақуа көрсеткісі келгеннен, немесе еркекке кейде босансу керек екенін түсінбегеннен емес. Түсінеді. Жас бала емес қой. Отағасымен 20 жыл бір шаңырақта өмір сүрді. Арақ ішкен адам мүлдем басқа адамға айналады. Ол қазір мына сау адамдармен сөйлесіп, олар туралы өз ойын қалыптастырды. Ал мас адаммен сөйлескен жоқ. Оған қатысты ой да жоқ. Демек, мас адаммен арада келісін де жоқ. Егер мереке күндері ішкілері келсе, алдын ала айтсын. Ол ойланып көреді. Бәлкім бір бөтелке табылып та қалар, бірақ өз бетімен ішуге қатаң тыйым салынады. Екінші, менің рұқсатынсыз үйге немесе аулаға бөгде адам кіргізбейсіңдер. Біреуді шақырғыларың келсе, алдымен менен сұрайсыңдар. Рұқсат етсем, мейлі. Мен түрме қаралушысы емеспін. Жоқ десем, сөз бітті. Қайта сұраудың қажеті жоқ. Неліктен рұқсат бермегенімді өзім жөн көрсем түсіндіремін. Жөн көрмесем, түсіндірмеймін. Үшінші, жұмыс күн сайын жасалу керек. Күштеп, немесе біреудің зорлауымен емес. Көңіл күйге, немесе ауа райының жақсылығына қарап істемейсіңдер. Күн сайын. Мен төбелерінен төніп тұрып тексермеймін. Бұл менің міндетім де емес, мінезіме де жат. Бірақ егер адам кек біреу бақылап тұрғанда ғана жұмыс істейтін болса, демек ол қате адам. Ондай жағдайда бірден қош айтысқан дұрыс. Төртінші. Мен бұл үйдің қожайынымын.
Шешелерің емеспін. Әйелдерім немесе қайырымды тәтеде емеспін. Жұмыстағы бастықта емеспін. Мен бәйбішемін. 41 жылдан бері ер азаматсыз, ешкімнің көмегінсіз жалғыз өзім ұстап отырған осы үйдің, осы жердің және шаруашылықтың иесімін. Сондықтан соңғы сөз менікі. Бұл менің тым ақылдылығымнан, немесе әрдайым дұрыс айтатындығымнан емес. Бұл жай ғана заңдылық. Егер бұл шарт сіздерге жақпаса, қазірден-ақ айтқандарыңыз жөн. 5. Егер араларынан біреу кетуге шешім қабылдаса, қалаған уақытында ешбір түсініктемесіз және екі жақтан да ешбір ренжісіз кете береді. Ешкім ешкімді күштеп ұстамайды. Ол үнсіз қалды. Үшеуіне кезек-кезек көз салды. Сейіт асықпастан, артық жеңілдіксіз, жай ғана түсіндім, келісемін деді. Ғалым құптадым деп қысқа қайырды. Тұрар бір рет нақты бас изеді. Ағипа баспалдақтан тұрып үйге кірді. 1 минуттан соң 3 шынаяқ пен 1 құмыра сүт алып шықты. Баспалдаққа қойды да, ішіңдер деді. Ертең таңертең ыстық басталмай тұрып, бақшаны суару керек. Сосын әрі қарай не істейтіндеріңді айтамын. Міне, барлық келісім осымен аяқталды. Қағазсыз, куәгерсіз, тіпті қол алысусыз. Ауылдағы қарапайым ағаш үйдің баспалдағында кешқұрым айтылған бірнеше ауыз сөз ғана. Кейін Ағипа өз дәптеріне былай деп жазды. Бұл ұзаққа созылады деп мүлдем ойламадым. Күн суытқанша 1-2 ай жүрер, сосын кететін шығар деп топшылаған едім. Бірақ қатты қателесіппін. Алғашқы күндері ауыл іші тып-тыныш болды. Жесір Ағипаның ауласында жүрген 3 бейтаныс еркекті екінші күн-ақ жұрт байқады. Алдымен сырттай бақылап, сыр тартқан сынай танытты. Бірінші болып қарыз қалған жарты келі ұнын қайтаруды сылтауратып күлән келді. Шүберекке түйілген ұнды көріп күлгің келеді. Ағипа ешқандай сөз айтпастан ұнды үнсіз қабылдады. Күлән аулаға кірген бойда бақша басындағы Тұрарды көрді. Ол қоршау тоқып жатыр екен. Шыбықтары түп-түзу қаланыпты. Суағарға шұңқыр қазып жатқан ғалымды байқады. 10 секундтай үнсіз тұрды да, кейіншегін кері алып, қарызын да ұмытқан күйі кетіп қалды. Содан кейін Мейрамғали келді. Қақпаның алдына тұра қалып, бүкіл көшеге естілетіндей дауыспен: «Ағипа, мыналарың кім?» деп айғайлады. Ағипа сыртқа шығып, «Жұмысшылар, жалдап отырмын» деп қысқа қайырды. Мейрамғали, «Мұндайлар қайдан жүр?» деп сұрап еді. Ағипа: «Сенің шаруаң болмасын, Мейрамғали, қайта ғой үйіне» деді. Ол сәл күмілжіп тұрды да кетіп қалды. Кешке қарай бұл жаңалық бүкіл ауылға тарады. 2 күннен кейін аудандық сақшы Қасымбек келді. Жасы 50-де. 20 жылдық тәжірибесі бар. Оның 15 жылын осы ауданда өткізген адам. Қасымбек қатыгез емес еді. Ағипа оны жақсы білетін. Бірақ ол өз қызметіне тым адал, заңды қатаң ұстанатын сақшы болатын. Таңертең қызметтік киімімен қолына сөмкесін ұстап келді. Шай сұрап, дастарқан басына жайғасты. Сосын: «Үйіне жаңа адамдар келді деп естідім. Құжаттарын көрсетші», деді. Ағипа үшеуінде ішке шақырды. Олар кіріп амандасты. Сейіт бірінші болып анықтамасын үнсіз ұсынды. Ғалым да құжатын шығарды. Тұрар төс қалтасынан қағазын алып үнсіз берді. Қасымбек әрқайсысын мұқият оқып шығып, шетке қойып, өз дәптеріне жазып алды. Ғалымға қарап: «3 рет сотталыпсың. Соңғы рет қашан шықтың?» деп сұрады. Ғалым: «54 жылдың мамырында. Рақымшылықпен» деп жауап қатты. Содан соң Қасымбек Ағипаға бұрылды. «Ағипа, кімдермен байланысып отырғаныңды білесің бе? Мынау 3 рет істі болған. Анау саяси баппен отырған. Не қылған адамдар екенін кім білсін? Сенің шаруашылығың, ел алдындағы абыройын бар. Өзің қорықпайсың ба?» деді. «Қорықпаймын. Мен олардың ісін 3 күн бойы көрдім. Еңбек етеді. Ішімдікке жоламайды. Бөтен дүниеге қол сұқпады. Әзірге маған осының өзі жеткілікті». Қасымбек ауыр күрсінді. Орнынан тұрды. «Ағипа, өзім біл. Құжаттары түгел. Тұтқындауға еш негіз жоқ. Бірақ артын өзім ойлан», деді. Сосын жүріп кетті. Ағипа оның артынан қақпаны ілді. Кері бұрылды. Үшеуі де бұған қарап тұр екен.
жүздерінде сәл үрей, күтудің белгісі бар. Ол тек қана барыңдар, жұмыстарыңды істеңдер деді. Сөйтті де бақшаға қарай кетті. Сол күні кешке күрән қошодан асып амандасуын доғарды. Ағипаны көрген бойда керіс айналып кететін болды. Бейне бір ол көзге көрінбейтін елеске айналғандай. Ағипа бұны бірден байқады. Іштей түйіп қойды, бірақ еш сыр бермеді. Күләнмен 20 жылдық көрші ақысы осында еді. Күн ашықта амандасып, бұлт төнгенде теріс айналатын қасиеті бар. Мұндай арзан достықтың жоғалғанына іштей обалсынбады. Ауыл жұрты одан іргесін аулақ салды, бірақ бұған да төзіп, өмір сүруге болатын еді. Сарыарқаның қыркүйегі жаздың жаншыра сақталған соңғы шуағы. Таңертең дала үстін тұман басады. Жер бауырлаған, аппақ, қою тұман. Тізеге дейін жетіп, ауылды бейне бір аралдай етіп көрсетеді. Сағат 9-дарға таман күн көтеріліп, оны түгелдей сейілтіп жібереді. Жер қайтадан жыли түседі. Қыркүйектің аспаны тұңғиық көк және өте биік. Шілдедегіден де биік. Бейне бір аспан әлемі жоғарылап, кеңістік ашылғандай. Ауыл шетіндегі ескі ғимараттың жанындағы ағаштардың төменгі жапырақтары бір-бірлеп сарғая бастайды. Бақтағы алма ағаштарының жемісі ауырлап, бұтақтары майысып тұр. Алманы күн сайын жинап алу керек. Ауыл үшін алма мен шіріген жапырақтың иісі кезіп жүр. Бұл қыркүйектің иісі. Егін жинайтын нағыз қарбалас шақ. Картопты күзгі жауынға қалдырмай қазып алу керек. Қызылшаны жұлып, жапырағын кесіп, жертөлеге тасу қажет. Орам жапырақты турап, тұздайтын кез. Үлкен күбілер, мол тұз және ауыр таспен бастыру. Сәбізді құм араласқан жәшікке салу. Қазақ ауылында ертеден келе жатқан асарлатып іс қылу дәстүрі бар еді. 8-10 адам бірігіп, жалғыз адам бір апта бейнеттенетін үлкен бақшаның картофын бір-ақ күнде қазып беретін. Сосын келесі үйге өтеді. Ағипа есін білгелі, бұл бұлжымас қағида болатын. Бірақ бұл жолы Ағипаның ауласына ешкім аяқ баспады. Ол ауылдастардың бір үйден екіншіге өтіп жатқанын көріп отырды. Оның көшесіндегі 5 үйдің жұмысын кезекпен бітірді. Оған ешкім бұрылмады. Ағипа 3 еркекпен қосылып, 4 адам болып картопты өздер жинады. Тұрар қатар-қатар етіп, бірде-бір түйнекті кеспей, таза қазып шықты. Ғалым оның ізімен жүріп, қазылған жерден біреуін де қалдырмай теріп алды. Сейіт себеттерді жертөлеге тасып, санап, мұқият орналастырды. 10 адамдық асар жарты күнде бітіретін жұмысты олар 2 күнде аяқтап шықты. Ағипа жиналып біткен бақшаға қарап тұрып, ауылдың іргесін бөлгенін түсінді. Бұл оған тосынсый емес еді. Ауыл дегеніміз әркімнің өз орны бар қалыптасқан жүйе. Сол жүйеден бірдеңе ауытқыса, ол міндетті түрде қарсылық білдіреді. Жесір әйелдің ауласындағы істі болған 3 бөтен еркек бұл қалыпқа мүлдем сыймайтын. Ол мұны есінде сақтады. Ешқандай кексіз, жай ғана көңіліне түйіп қойды. Қыркүйектің ортасында іштен тынған үнсіз қарсылық ашық дауға ұласты. Мейрамғалидың тауығы жоғалып кетті. 15 тауықтың ішіндегі жұмыртқа таққыш сары мекиені түнеуге келмей қалған. Мейрамғали бір күн іздеп таппады. Екінші күні Ағипаның үйіне жетіп келді. Көшедегі жұртқа көрініп, ашық тұрған қақпаның алдына келіп тұрды. Бүкіл көшеге естірте. Тауығымды сенің түрмеден шыққандарым ұрлады. Бұған кәміл сенімдімін, деп айғайлады. Ағипа сыртқа шығып, өз көзіммен көрдім бе деп сұрады. Мейрамғали, көрмедім, бірақ бұлардан басқа кім алады деді. Ағипа қайта сұрады. Биыл ауыл шетінде түлкі болды ма? Мейрамғали, жұрт айтқан, көрші ауылдың маңынан көрітті деді. Қаршыға ше, ол да болған шығар. Ал қош ауылдың тесігінен өзі шығып кетуі мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Демек, мүмкін болғаны ғой. Алдымен көзінді жеткізіп ал, деді Ағипа. Мейрамғали алғаннан қайтпады. Сол үшеуі алды. Басқа ешкім емес деп қасарысып тұрып алды. Ағипа ғалымды шақырды. Ол шығып жақындап келді. Ағипа Мейрамғалидың көзінше, одан мына кісінің тауығын сен алдың ба? Деп сұрады. Ғалым Мейрамғалидың көзіне тік, еш жалтақтамастан қарады. Ғалым бір қалыпты үнмен,
Жоқ деп жауап қатты. Ағипа Мейрамғалиға бұрылды. Өз көзіммен көрмепсің? Демек нақты білмейсің. Қолында дәлелің болса келерсің. Сол кезде сөйлесерміз. Дәлелсіз келме. Бар, түлкіңді ізде. Ол осын айтты да, қақпаны тарс жауып алды. Сыртта ауыр күрсінген дыбыс естілді. Сосын аяқ киімнің тырсылы шықты. Мейрамғали кетіп қалды. Ғалым Ағипаға қарады. Ол ештеңе демеді. Кек үнсіз бас ізеді. Ғалым да бас іздеп, қораға қарай кетті. Жоғалған тауық 4 күннен кейін табылды. Ол Мейрамғалидың өз қамбасының астына кіріп кеткен екен. Бір саңылау тауып, сонда кіріп 4 жұмыртқа тауықты. Соны басып, сыртқа шықпай жатқан көрінеді. Мейрамғали оны аяғынан сүйреп, әрең шығарды. Бірақ Ағипаға келіп, кешірім сұрамады. Ағипа одан кешірімді күтпеген еді. Ауыл ішіндегі өсек аяң енді ашық айтыла бастады. Құдық басында, пошта кезегінде жұрт жиналып алып, пырш-пырш сөз қылды. Жесір әйелдің түрмеден шыққандармен ауыз жаласқаны. Бұның соңы жақсылыққа апармайтыны. Жалғыз басты әйелге 3 еркектің не керегі бар екені, және түндіретіп, не істеп жатқандары туралы қауесет көледі. Соңғысын жұрт астарлап, кекесінмен жеткізетін. Ағипа бұл лас сөздерді естіді. Іштей намысы қайнап, қатты ашуланса да, сыртқа мүлдем сыр бермеді. Қазан айында сақшы Қасымбек 2-ші рет келді. Бұл жолы қызметтік киімсіз, қағаз қаламынсыз, қарапайым киіммен келді. Қақпаны қағып кіріп, баспалдаққа жайғасты. Қолына бір шынаяқ шай алып, алақанымен ұзақ жылтып отырды. Мен бұл жолы қызмет бабымен емес, адам ретінде, ағайын ретінде келіп отырмын, деді ол. Ауылдың көзқарасы жаман. Колхоз бастығы Лоқпанның өзі менен сенің жағдайыңды сұрастырды. Ағипа оған не деп жауап бердің деп сұрады. Қасымбек бәрі заңды екенін айтқанын жеткізді. Құжаттары түгел, жұмыс істеп жатыр, ешкімнен шағым түскен жоқ дедім. Ол іштей жақтырмаса да, іліп алар ештеңе таба алмады деді. Ол сәл үнсіз қалып, сосын бәсең дауыспен сұрады. Кек өзіме шыныңды айтшы, жағдайың қалай? Қысым көрсетіп, қиянат жасап жатқан жоқ па? Ағипа оған тік қарап жауап берді. Қасымбек, мен 41-ші жылдан бері жалғыз өмір сүріп келем. Осы уақытқа дейін маған ешкім қиянат жасай алған жоқ. Оған ешкімнің дәті де бармады. Бұларға да өзімді қорлауға жол бермеймін. Алаңдама, деді. Қасымбек оған бір сәт қарап тұрды да, мейірлене жымиды. Шайын ішіп болып орнынан тұрды. Оған қолын ұсынды. 20 жылдық таныстығында алғаш рет. Ағипа оның қолын алды. Сақшы бұрылып жүріп кетті. Дәл сол күні кешке оның жадында алғашқы жылдың ең ауыр естелігі болып қалған оқиға болды. Сейіт пен ғалым қатты шаршағандықтан ерте жатып қалған. Ағипа ас үйдегі майшамның жарығымен жалғыз өзі шұлық жамап отырған еді. Үй іші тып-тыныш. Бір кезде есік алдында Тұрар көрінді. Табалдырықта тоқтап қалды. Бәсең дауыспен кіруге бола ма деп сұрады. Ол бас изеді. Тұрар ішке кіріп, қарсы алдындағы орындыққа жайғасты. Үнсіз қалды. Ағипа жұмысын жалғастыра берді. Оны асықтырмады. Сәлден соң Тұрар әңгімесін бастады. Ұзақ сөйледі. Осы уақытқа дейін айтқан сөздерінің бәрін қосқаннан да көп сөйледі. Ол жары Мәриям туралы айтты. 39-шы жылдың жазында Ақмолада қалай танысқандарын еске алды. Мәриям бойы аласа, дөңгелек жүзді, күлкісі сыңғырлаған жан еді деді. Бір жылдан кейін екеуі шаңырақ көтерген. 41-ші жылы ол қанды майданға аттанды. Мәриям сол кезде 8 айлық жүкті болатын. Қызы Нұрия 41-ші жылдың қыркүйегінде Тұрар Смоленск түбіндегі сұрапыл соғыста жүргенде дүниеге келіпті. Бұл қуанышты хабарды ол хат арқылы білген. Майданға хаттар 3 айлап жүретін. Мәриям Нұрияның қалай өсіп келе жатқанын, не үйренгенін тәптіштеп жазатын. Нұрияның еңбектегенін, тәй-тәй басқанын, әкесін ешқашан көрмесе де, алғашқы сөзі әке болғанын сүйіншілеп жазған еді. 44-ші жылдың қаһарлы ақпанында Мәриям өзеннен су әкелемін деп, мұз ойылып суға құлап кетіпті. Жұрт оны шығарып алғанымен, үсті басы малмандай су болған. Далада 20 градус аяз. Суық өтіп, төсек тартып жатып қалған. Ауылда емші жоқ. Жолдың бәрін қалың қар басып қалған. 7 күннен кейін ол көз жұмды.
Нұрия 9 жаста еді. Тұрар сол күні командирге рапорт жазған. Ол 10 күн сұрады. Қызын Ақмоладағы әпкесіне апарып тастау үшін. Командир адамгершілігі мол кісі екен. Бірақ жоғардан қысым қатты болды. Бөлімде қашқындар көбейгендіктен кемірдей тәртіппен қатаңдық керек болған. Рапортқа қол қоймады. 2 апта күте тұр, бір амалын табайын детті. Тұрар күтті. Тағы бір апта. Тағы да. Арада бір ай өтті. Тұрар түн жамылып қашып кеткен. Ақмолаға зорға жетіп, Нұрияны көршісінің үйінен тапқан. Қызы жүдеп кеткен. Өңі сиықсыз, үнсіз балаға айналыпты. Әкесін көргенде жыламаған, кек оның женіне тарс жабысып айырылмай қойған. Ол қызын Бибігүл әпкесіне апарып тастады. Онда 4 күн болып, олардың қызын қабылдағанына, қарны тоқ екеніне көз жеткізген. Нұрия одан қашан ораласыз деп сұрапты. Ол жақында келем деп уәде берген. Қайтар жол азапты болды. 16 күнге созылды. Пойыздар тоқтап тұрды. Көпірлер қираған. Ол бөліміне қайтып оралғанда, оны әлде қашан қашқындар тізіміне енгізіп үлгерген еді. Командир оны қабылдап, көзін үстелден алмастан бәсең дауыспен: "Мен ештеңе істей алмадым" деді. Тұрар түсінем деп жауап қатты. 10 жыл арқалады. Нұрия алғашқы 4 жыл бойы баланың шұбалаңқы жазуымен, шетіне суреттер салынған хаттар жазып тұрды. Кейін сиреп кетті. 48 жылы бір хат келді де, сонымен үзілді. Тік тыныш. Тұрар бұның бәрін бір қалыпты, көзіне жас алмай баяндады. Ол ішіндегі шердің бәрін әлде қашан ақтарып тастаған еді. Бірақ Ағипа оның жан жарасының жазылмағанын даусынан емес, басқа нәрседен сезді. Ол сөйлеп отырғанда өз қолдарына қалай қарағаннан ақ, оның азабын ішіне терең жасырып қойғанын ұқты. Ол үнсіз қалғанда, Ағипа қолындағы жамауын үстелге қойды. Орнынан тұрды. Бөлмеге барып, сандықтың суырмасынан бір жапырақ қағаз бен қарындаш алып шықты. Оны Тұрардың алдына қойды. "Жаз" деді ол. "Қызыңның есімін, туған жылын, әпкеңнің соңғы мекен жайын, оның аты жөнін. Менің Қараөткелде бір танысым бар. Ол осындай бір іздеу ісіне көмектескен еді. Көрейік." Тұрар қағазға ұзақ қарап отырды. Бұл сенімсіздікпен іштей үміті үзілген адамның қарасы еді. Сосын қарындашты қолын алды. Ағипа қайтадан жамауына кірісті. Оған қараған жоқ. Тек қағазға түскен қарындаштың сықырлаған дыбысын ғана естіп отырды. Ол іштей адамға аяушылық емес, нақты іспен көмектесу осы екен-ау деп ойлады. Өзінің де, өзгенің де аяушылығы оған әбден жеткілікті еді. Бірақ нақты көмек болмаған. Қараша айы аяқ астынан келді. Кешке ғана қара жер жатқан, ал таңертең бәрін қар басты. Сәуірге дейін созылатын, шатырдан су тамшылайтын қысқа жылымық күндері бар. Бірақ артынша қайтадан аяз қысатын ұзақ қыс басталды. Еркектерді қорадан үйге кіргізу керек еді. Ағипа артық сөзсіз оларға төсек орын әкеліп берді. Сейітке төргі бөлменің қабырғасына жиналмалы төсек қойды. Ғалым мен Тұрар тақтайдан сәкі жасап, үстіне шөт салынған матрас төседі. Тар болса да жылы еді. Тұрар үнсіз барып, төргі бөлменің пешіне қайым отынын толтырып жағып, бөлмені алдын ала жылтып қойды. Кешке қарай үйде құрғақ, жайлы жылу тарады. Қыс өмір салтын өзгертті. Жазда жұмыс көптігінен адамның басқа нәрсені ойлауға мұршасы болмайтын. Қыста жұмыс бар, бірақ асықпай істеледі. Мал жайғау, отын жару, су тасу, қар күреу. Түске қарай бәрі бітеді. Содан кейін ұзақ, қараңғы кештер басталады. Сағат 5-те-ақ күн батады. Олар пештің жанында отыратын. Алғашқы апталарда сөйлескеннен гөрі үнсіздік көп болды. Ағипа киім жамап, немесе тоқыма тоқиды. Сейіт кітап оқиды. Оған сөреден кітап алуға рұқсат етілген. Ол кітаптарды бір-бірлеп алып, мұқият оқып, орнына дәл қоятын. Ғалым ағаштан түрлі бұйымдар жонатын. Сабы өрнектелген қасықтар, тостағандар, жалы қашалған кішкентай ат жасады. Оны терезе алдына қойды да ештеңе айтпады. Тұрар жартылай ашық тұрған пештің есігінен отқа қарап отыратын. Кейде 1 сағат бойы қозғалмай қалатын. Сосын бір күні кешке Сейіт өз әңгіме бастады.
46 жылғы сол бір күнді еске алды. Екінші ғимараттың жанындағы темекі тартатын орын. Олар үшеу еді. Өзі, өз бригадасынан Бақтыбай және құю цехынан тағы бір жігіт. Нан карточкалары туралы сөйлесіпті. Норманы тағы қысқартқан. Нан 45 жылдағыдан да аз екен. Сейіт темекісін сораттаттырып, шашаңқы үнмен: жақында 33 жылдағыдай мүлдем жейтін ештеңе қалмайтын шығар депті. Бұл ешқандай үгіт насихат немесе наразылық емес, жай ғана қалжыраған адамның аузынан шыққан сөз еді. 2 аптадан кейін Сейіттің артынан адамдар келген. Бақтыбай күнін, сөзін түгелдей дәл келтіріп, толыққанды шағым жазыпты. Сейіт бұны ешқандай кексіз айтты. Әңгімесінің соңында: мен Бақтыбайдың неге бұлай еткенін ұзақ ойладым деді. Ол негізінен жаман адам емес еді. Кішкентай қызы бар, әйелі аурушаң. Меніңше ол қорықты. Жоғардағыларға жағымпазданып, өзін қауіпсіздендіру үшін бірінші болып жазуға шешім қабылдады. Бұл оны ақтау емес, бірақ түсінуге болады, деді ол. Ағипа тыңдап отырды. Ол іштей Саттарды ойлады. Саттар да кейде артық сөйлейтін. Оның жолы болды. 41 жылы майданға аттанды. Бірнеше күннен кейін ғалым сырын ақтарды. 33 жыл. Ол 7 жаста еді. Әкесі наурыз айында көз жұмыпты. Жай ғана жатты да қайта тұрмады, деді. Шешесінің ашаршылықтан аяқ қолы ісіп, төсек тартып жатқан. 5 жасар інісі тамақ сұрап үздіксіз жылай беретін. Ғалым базарға барған. Сөреде пештен жаңа шыққан, бу бұрқыраған, жып-жылы бөлтірік нан жатқан екен. Ол соны жұлып алды да тұра қашты. Базардың қақпасында ұстап алды, бірақ соттамады. 7 жастағы ойын баласы емес пе? Осы оқиғадан кейін ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды, деді ғалым. Бірден емес, бірте-бірте. Адам қатты мұқтаж болып, басқа амалы қалмағанда, біреудің затын алуға болады екен деген ой қалыптасты. Бұл өте қауіпті, әрі жанға жайлы ой еді. Оны тоқтату қиынның қиыны. Өйткені сылтау іздеген адамға жоқшылық пен шарасыздық әрдайым табыла кетеді. Ол өзін ақтамады, турасын айтты. Менің істегенім қате болды. Тек аш болғандықтан емес, басқа жолды таппағандықтан ұрлыққа бардым. Ал қазір сол дұрыс жолды іздеп жүрмін. Ағипа оған қарап, қаладағы лас барақтан гөрі сол жолды осы жерден тезірек табасын, деді. Ғалым оған жалт қарады. Тілі қатпады, бірақ сөз сүйектен өтіп, дәл тигенде жанарын қалай тайдырса, дәл солай төмен қарады. Тұрар мұндай кештерде үнсіз қалып, тек отқа телміріп тыңдап қана отыратын. Желтоқсан айында Ағипа Саттар туралы сырын жертті. Ғалым одан: бәйбіше, отағасымен қалай табысып едіңіздер, деп сұрады. Ағипа басын көтерді. Сосын өткен күннің парағын ақтара бастады. Қалай таныстық десеңші? Ол кезде мен 18-де, ол 20-да еді. Қараөткелдегі үлкен жәрмеңкеде кездестік. Ол маған өзі келіп тікелей сөз салды. Бұл маған қатты ұнады. 1 жылдан соң шаңырақ көтердік. Саттар өте тиянақты. Сонымен қатар сәл қызық мінезі бар адам болатын. Отынды неліктен дәл осылай қалау керек екенін 1 сағат бойы ерінбей түсіндіре беретін. Немесе ең салмақты әңгіме айтып отырып, кенеттен күліп жіберетін әдеті бар еді. Не ойласа, соны тіліне тиек ететін. Әрқашан. Бұл кейде жақсы болса, кейде кесірін тигізетін. 41 жылы майданға аттанған күні ешқашан есімнен кетпейді. Мен кішкентай Нұртасты көтеріп тұрдым. Саттар екеумізді құшағына қысып, алдымен ұлын, сосын мені маңдайынан иіскеді. Міндетті түрде ораламын, деді. Жолым болса ораламын деген жоқ. Еш күмәнсіз, нақты келемін, деді. Бұрылмай жүріп кетті. Оның көзінше бір тамшыда жас шығармадым. Бірақ қарасы үзілген бойда көз жасыма ерік бердім. Нұртас анасының неге жылап тұрғанын түсінбеді. Әкем қайтып келеді ғой, деді ол маған қарап. Мен көз жасымды сүртіп, иә құлыным, әрине оралады, дедім. Ас үйде сілтідей тыныштық орнады. Сейіт кітабын жапты. Ғалым ағаш ронуын доғарды. Бір кезде Тұрар өзімен өзі сөйлескендей, өте бәсең дауыспен тіл қатты. Менің де жұбыдайым, мен майданда жүргенде үйде көз жұмды. Мен оны тастап кетпесем де, бейне бір тастап кеткендей сезінемін өзімді, деді ол. Ағипа оған жанарын қадады, бірақ тіс жармады.
Пешке сәл жақындай түсіп жайғасты. Төртеуі де осы бір ауыр тыныштыққа жұтылып ұзақ отырды. Бұл адамдардың айтары таусылып, артық сөздің қажеті жоқ екенін ұққан кездегі қою үнсіздік еді. Бұндай сәтті ешкімде күтпеген болатын. 55-ші жылдың ақпанына қарай өмір өз арнасына түсті. Бұл олардың бұрынғы бөлек өмірлері емес, жаңа, ортақ тағдыр еді. Таңертең шаруа, кешке пеш түбіндегі әңгіме, жексенбі күндері сәл еркіндік. Ағипа кімге қашан үнсіздік, ал қашан жылы сөз керек екенін іштей сезе білетін болды. Оларда бәйбішенің қас-қабағын ұғуды үйренді. Ақпан айында қыс қаһарына мінді. Түнде аяз 25 градусқа дейін төмендейді. Қабырғадағы бөренелер суықтан сатырлап сыр беретін. Таңертеңгі ең бірінші шаруа пешті маздатып жағу. Тіршілік ешқандай айғай-шусыз, тосын оқиғасыз бейбіт өтіп жатты. Бірақ сол ақпанның бір күнінде қақпа алдына бейтаныс еркек келді. Ағипа оны ас үйдің терезесінен байқап қалды. Есікті қақпады. Жай ғана қақпаның сыртында тұрып, аулаға тесіле қарап тұрды. Киімі қалалық болғанымен өте жұпын еді. Қазыналық пішімдегі сұр пальто, бауы байланбаған құлақшын. Аяғында қысты күні жаздық былғары бәтеңке. Әбден тоңғаны көрініп тұр. Жүзі сылыңғыр, жанары жылтырап, жан-жағын тінте шолып тұр. Үйге, терезелерге, қораға қарайды. Бәрін іштей бағамдап, бағалап тұрған сынайы бар. 1 минуттан соң қорадан бос шелек көтерген ғалым шықты. Бейтанысты көріп, кілт тоқтады. Олар қақпаның жанында тілдесті. Бөтен адам сыртта, ғалым іште тұрды. Ағипа терезеден көз алмай бақылап отырды. Әлгі адам қолын сермеп, бірдеңені дәлелдеп, сендіре сөйлеп жатты. Бірақ ашулы емес еді. Ғалым қолындағы шелекті ұстаған күйі жерге қарап, мелшиіп қатып қалды. 4-5 минуттан соң бейтаныс адам бұрылып жүріп кетті. Ғалым оның артынан ұзақ қарап тұрды да үйге кірді. Шелекті жерге қойды, бірақ үстіндегі тонын шешпеді. Дастархан басына отырды. Ағипа қарсы алдында оның сөзін күтіп, үнсіз қадалып отырды. Ғалым ұзақ үнсіздіктен соң тіл қатты. Бұл Тілекқали ғой. Біз онымен 48-ші жылы Жезқазған лагерінде бірге болғанбыз. Өзіміз сияқты тардырлас бейбақтардың бірі еді, деді. Ағипа неге келді деп сұрады. Ғалым күмілжіместен жауап берді. Іске шақырып келді. Қараөткелдің шетіндегі өндірістік қойманы тонамақшы екен. Күзетшісі жалғыз, жасы келген адам. Түнде ұйықтап қалады екен. Қоймада сайман, түрлі түсті металл, резеңке бар көрінеді. Қалидің айтуынша, бәрі есептелген, ізі қалмайды. Кек оған тәжірибелі адам керек екен. Ағипа ғалымнан көз алмастан үнсіз тыңдап отырды. Ғалым да оған тік қарады. Мен мұны саған не үшін айтып тұрғанымды өзін де білмеймін, деді ол. Жай ғана айтқым келді. Ағипа 3 минуттай үнсіз қалды. Ғалым да орнынан қозғалмады, ақталмады, артық сөз қоспады. Жай ғана жауабын күтіп отырды. Сосын бәйбіше орнынан тұрып, ошаққа қарай барды. Қазанда араластыратын қасықты алып, пісіп жатқан сорпаны қозғады. Негізі оны араластырудың еш қажеті жоқ еді. Керіс қарап тұрып, бұны маған неге айттың деп сұрады. Ғалым сәл кідіріп, сосын баяу ғана жауап қатты. Егер мен сол іске барар болсам, сенің алдын ала біліп отырғаныңды қаладым. Ертеңгі күні іштей күдіктеніп жүрмеуің үшін. Ол үнсіз кетіп қалды. Демек, ештеңе болмады деп ойлағаныңды қаламаймын. Болғанын білгенін дұрыс. Мен саған бәрін айттым. Сен енді білесің. Ағипа оған бұрылып қарады да, ғалым, сен іздегеніңді әлде қашан тауып қойғансың, деді. Ғалым бірден түсінбеді, бірақ жүзінің өзгергеннен ақ кейін ұққаны байқалды. Қараша айында бәйбішенің қаладағы лас барақтан гөрі сол жолды осы жерден тезірек табасын деген сөзі есіне түсті. Ол кезде Ағипа нені табатынын нақты айтпаған еді, ал енді оған бәрі түсінікті болды. Ол Ағипаға қарап үнсіз отыра берді. Ағипа қайтадан ошаққа бұрылды. Олар бұл тақырыпқа қайтып оралмады. Бір аптадан соң Қали қайта келді. Ғалым оның алдына өзі шықты. Әңгіме қысқа болды. Ғалым басын шайқады. Қали қоймай жалынды. Ғалым тағы да басын шайқады.
Сосын бұрылып, үйге қарай кетіп қалды. Қали біраз тұрды да, қарға түкіріп кетіп қалды. Одан кейін төбе көрсетпеді. Наурыз айында 2 маңызды оқиға орын алды. Сейіт ақтау комиссиясына хат жазды. Ағипадан қағаз бен конверт сұрап, оның не үшін керек екенін түсіндірді. Ағипа ешқандай сөзсіз қажетін тауып берді. Хат облысқа жөнелтілді. Наурызда да, сәуірде де, мамырда да ешқандай жауап келмеді. Сейіт апта сайын көрші ауылдағы поштаға жаяу барып қайтатын. Барғанда 5 шақырым, қайтқанда 5 шақырым. Әр барған сайын құрқол оралатын. Келген бойда әзірге жоқ деп қысқа қайырып шаруасына кірісіп кететін. Ағипа оны бақылап жүріп, нағыз төзімнің не екенін түсінді. Нағыз төзім қайғыр күту емес. Барлық мәселе әлдеқашан шешілгендей, қалыпты өмір сүре отырып күту екен. Дәл сол наурыз айында Тұрар да көптен бері ішіне сақтаған сырын ақтарды. Түн ортасы, ауас үйде екеуі ғана қалған еді. Ағипа нан пісіріп, Тұрар тал шыбықтарынан себет тоқып отырған. Кенет ол басын көтерместен, «Мен Нұрияның қайда екенін білемін» деді. Ағипа қолындағы қамырын илеуді тоқтатып қалды. Тұрар мән-жайды түсіндірді. Желтоқсанда Ағипа берген қағазға жазғаннан кейін бір таныс арқылы іздеу салған екен. Ол танысы Ақмоладағы байланыстар арқылы сұрастырыпты. Жауап наурыз айында поштаға келген көрінеді. Нұрия Ақмолада тұрады екен. 52-ші жылы тұрмысқа шыққан. Жолдасы әскери адам, лейтенант. Нақты мекенжайы да бар деді. Ағипа одан хат жаздың ба деп сұрады. Тұрар жоқ деп жауап берді. Ағипа неге деп сұрады. Тұрар қолындағы шыбықтарға қарап, баяу үнмен жауап қатты. Ол 11 жыл менсіз өмір сүрді. Өсті, бой жетті, тұрмыс құрды. Өз отбасы бар. Қолында сотталған деген қағазы бар. Менің оған не керегім бар? Тек шырқын бұзамын деді. Ағипа қолын алжапқышына сүртіп, үстелге жақындады да, оған қарсы қарап тұрды. Тұрар, ол сені қабылдауға міндетті емес, көргісі келмеуі де мүмкін. Бұл оның өз құқығы, және сен оны қартып ала алмайсың. Бірақ сен оның орнына шешім қабылдай алмайсың. Сені көргісі келе ме жоқ па, ол сенің емес, оның шешімі. Сенің міндетің хат жазу. Оған өздігінен шешім қабылдауға мүмкіндік бер. Жаз, деді ол. Тұрар ұзақ үнсіз қалды. Қолындағы себетке телміріп отырды. Сосын орнынан тұрып, төргі бөлмеге кетті. Қайтып келгенде, қолында қараша айында Ағипа берген жазуы бар, умаждалған қағаз бар еді. Үстел басына отырып, қарындашты қолына алды. Қағазды алдына жайып қойды. Ағипаға қарады. Ол үнсіз бас изеді. Ол хат жаза бастады. Арада 20 жыл өтті. Бұл оқиғаның немен аяқталғанын айтпас бұрын бір маңызды нәрсені түсіну керек. Бұл тарих ертегіге айналған жоқ. Ешкім байып кетпеді. Ешкім үлкен қалаға көшіп, жаңа өмір бастаған жоқ. Жақсылық жеңіп, бәрі өз орнына келді дейтіндей салтанатты сәтте болған емес. Тек қана қарапайым өмір жалғасып жатты. Баяу, қалыпты. Бірақ бұрынғыдан өзгеше. Нұрия 2 айдан соң Тұрарға хат жазды. Конверт көрші ауылдағы поштаға келіпті. Оны Сейіт жол-жөнекей ала келіпті. Тұрар конвертті қолына алып, ашпастан ұзақ ұстап тұрды. Ағипа оның терезе алдында хатты ұстап тұрғанын көрді. 5 минуттай тұрды. Сосын бөлмесіне кіріп, есікті жауып алды. 1 сағаттан соң шықты. Кешкі аста ләм-мим демеді. Бірақ Ағипа оның өзгергенін байқады. Тамақты күндігіден тезірек ішті. Бір рет тәрелкеден басын көтеріп, терезеге көз салды. Хат қысқа екен. Бірнеше жол, әр сөзі салмақтанып, абайлап жазылыпты. Нұрия хатты алғанын жазыпты. Өмірі жақсы екен. 3 жасар Тоғжан деген қызы бар көрінеді. Жолдасы жақсы адам екен. Соңында бір ғана сұрақ қойыпты. Денсаулығыңыз қалай? Тұрар бұл хатты талай мәрке қайталап оқыды. Ағипа бұны көрді. Кешқұрым шығарып, тізесіне қойып алатын. Қарап отыратын. Жолма-жол оқымайтын, тек қарай беретін. Адам ұзақ уақыт сенбей жүрген нәрсесінің шындыққа айналғанына сенер-сенбесін білмей қарайтындай телміретін. Олар хат жазыса бастады. Сирек, 2 айда 1 рет. Нұрия сұрақ қоя отырып,
өте сақ жазатын. Тұрар одан да сақ, қысқа, бірақ үзбей жауап беретін. Әр хатқа, үзбестен. 58-ші жылы Нұрия келді. Алдын ала хат жазып, мамырдың аяғында қарсы болмасаңыздар 3 күнге барам депті. Тұрар хатты Ағипаға келіп берді. Ол оқып шығып, келе берсін, бөлмені дайындаймыз деп бас изеді. Нұрия автобуспен жетті. Бойы ұзын, қара шашты, еңсесін тік ұстайтын келіншек. Жасы 23-тер шамасында. Тұрарға қатты ұқсайды. Сол сіңірлі дене, сол терең ойлы қара көздер, сол қарау мәнері. Жалтақтаусыз, тік, ешкімге жалтақтамайтын жанар. Үндемейтін адам екен. Ағипаның қолын еркектерше нық қысып амандасты. Тұрар оны аулада күтіп тұрған. Олар кездесті. Нұрия жақындап келіп, бір қадам жерде тоқтады. Екеуі 5 секундтай үнсіз тұрды. Сосын Нұрия ақырын ғана бірдеңе деді. Тұрар да бәсен дауыспен жауап қайтарды. Ағипа естімеді. Естуге тырыспады да. Бұл оның шаруасы емес еді. Олар 3 күн бойы ауыл ішін аралады. Кешке аулада бірге отырды. Ағипа олардың арасына түспеді. Тамақтандырып, бөлмесін көрсетіп, өздерін оңаша қалдырды. 3-ші күні Нұрия қайтар кезде екеуі қақпа алдында құшақтасты. Қысқа ғана, сәл ыңғайсыздана құшақтасты. Бұл әлі толық үйренсе қоймаған. Бірақ болашақта жақын боларын сезген адамдардың құшақтасуы еді. Дегенмен құшақтасты. Тұрар оны шығарып салып қайтып келіп, баспалдаққа отырды. Ағипа сыртқа шығып, оның жанына бір шынаяқ шай қойды. Үйге қайта кірді. Бұдан артықтың қажеті де жоқ еді. Сейіт өз хатының жауабын 56-шы жылы алды. Ресми мөр басылған конверт келді. Ақталды. Қылмыс құрамының болмауына байланысты барлық айыптаулар алынып тасталды. 2 парақ басылған мәтін және анықтама. Сейіт оны үйге әкеліп, үстелдің үстіне қойды. Ағипа 2 парақтады да соңына дейін оқып шығып, енді не болады деп сұрады. Сейіт енді қалыпты өмір сүруге болады деді. Төлқұжат, тіркеу. Қараөткелдегі зауытта жаңа бөлім ашылып жатыр екен. Технолог іздепті. Мамандығы да, тәжірибесі де бар. Ағипа одан кетесің бе деп сұрады. Сейіт сәл үнсіз қалып, сосын жауап қатты. Ол жерде жұмыс істеймін. Бірақ осында қайтып келіп тұрам. Егер қуып шықпасаң, әр апта сайын келем. Ағипа оған, сені кім қуып жатыр деді. Солай болды да. Сейіт зауытқа жұмысқа тұрып, бір бөлме жалдады. Әр жексенбі сайын Қырғақсайға келіп тұрды. Жазда велосипедпен, қыста кездейсоқ көліктермен. Таңғы 8-де келіп, түскі 2-ге дейін жұмыс істеп, түстеніп барып қайтатын. Бұл жексенбі күнгі үйреншікті іске айналды. 59-шы жылы үйленді. Жұбайы Тұмар, Қараөткел мектебінің бастауыш сынып мұғалімі екен. Момақан, еңселі, көзінде ақылы тұнып тұрған әйел. Сейіт оны жексенбі күні алдын ала ескертпестен Ағипамен таныстыруға келді. Ағипа түскі ас үстінде оның қасықты қалай ұстайтынына, қалай тыңдайтынына, өз ойына шомғанда қалай қарайтынына мән берді. Сосын бір ғана жақсы сөз айтты. Тұмар жас қыздай қызарып кетті. Сейіт жымиды. Ғалым ешқайда кетпеді. Ол ешқайда кетем деп те айтқан жоқ. Бәрі өз-өзінен осылай шешілді. 60-шы жылы омарташылықпен айналыса бастады. Ағаштан жасаған бұйымдарын сатып, жинаған ақшасына 2 ара ұясын сатып алды. Сосын тақтайдан тағы 4 ұяны өзі жасап шықты. 65-ші жылға қарай 20 ұясы болды. Оның балын маңайдағы 3 ауыл түгел білетін. Тараздан жемеді, балға су қоспады. Қай гүлден қай мезгілде жиналғанын тікелей жасырмай айтатын. Абыройы ақырындап, бірақ берік қалыптасты. 54-ші жылы теріс айналып кеткен баяғы Күлән 61-ші жылы бал сатып алуға келді. Ғалым әдеттегі бағамен сатты. Өткенді бетіне баспады. Содан кейін Күлән жыл сайын келетін болды. Тұрар 68-ші жылы қайтыс болды. Жүрегі тоқтап қалды. Алғашқы талмасы маусым айында ұстады. Ауылда отырған жерінен тұра алмай қалды. Екіншісі тамызда, түн ішінде болды. Көрші ауылдан дәрігер келіп, екпе салып, әрең дегенде беті бері қараған еді.
Күзге салым жағдайы тәуірлеп, бақшаға шығып, жеңіл желпі шаруаға араласып жүрген. Қазан айының 4-ші жұлдызынан 5-не қараған түні оянбай қалды. Ағипа әдеттегідей таңғы 4-те төргі бөлмеге кіргенде бәрін бірден түсінді. Оның жүзінде ешқандай қиналудың немесе қорқыныштың ізі жоқ. Тып-тыныш жатты. Ол аулаға шықты. Қараңғыда баспалдақта тұрып, жұлдыздарға ұзақ қарады. Сосын кері кіріп, ғалымды оятты. Сейіт түске таман жетті. Нұрия 2-ші күні келді. Қасында 16 жасар Тоғжан бар. Аққұба талдырмаш. Бірақ жанары дәл тұрардыкіндей қою қара қыз. Анасы мен қызы марқұмның қасында тұрды. Ағипа оларға қарап тұрып, іштей бір ғана сөзді қайталады. Үлгерді. Хат жазып үлгерді. Жауабын алды. 58-ші жылы қақпа алдында қызым құшағына басты. Немересін көрді. Нұрия 64-ші жылда келген болатын. Тоғжан ауылда асыр салып ойнағанда, тұрар орындықта отырып, мейірлене қараушы еді. Иә, үлгерді. Бейіт басына құлпытасты Ағипа қойды. Сұр граниттен қашалған, ешқандай артық белгісі жоқ. Тек аты жөні мен жылдары жазылған қарапайым тас. Қаражатын өзі төледі. Бүкіл ауыл бұған сырттай қарап тұрды. Мейрамғали зират тұсынан өткенде, басындағы бөрігін қолына алып өтті. 64-ші жылы Мейрамғали Ағипаның үйіне келді. Есікті ақырын қақты. Ішке кіріп бас киімін шешті. Жұбайым қатты сырғап қалды. Ақмолаға апаруға ем-домына қаражат керек еді. Жетпей жатыр. Басқа кімге барарынды да білмедім, деді ол. Ағипа оған көз алмай қараттырды. Бұл баяғы тауығымды ұрладыңдар деп, ауылды басына көтерген еркек. Өз қамбасының астынан тауығы табылғанда бір ауыз кешірім сұрамаған адам. Ал қазір бөрігін қолына умаждап, мүсәбір күйде тұр. Бәйбіше орнынан тұрды. Бөлмеге кіріп қайта шықты. Үстел үстіне ақша қойды. Бұл қарыз емес. Ал, кезірек жолға шық. Уақыт тығыз, деді. Мейрамғали бір ақшаға, бір Ағипаға қарады. Аузын ашып, бірдеңе айтпақ болды да, қайта жұмды. Ақшаны алды да, үнсіз кетіп қалды. Әйелі дертінен айықты. Асқазан обырының бастапқы сатысы екен. Дер кезінде үлгерітті. Мейрамғали одан кейін 12 жыл өмір сүрді. Сол 12 жыл бойы Ағипаны көрген сайын бірінші болып амандасатын. Жұртқа естірте, қатты дауыспен. Басындағы бөрігін жұлып алып, иіліп сәлем беретін. 74-ші жылы Ағипа Уәли қызы 72 жасқа толды. Туған ұлы Нұртас Қарағандыдан құттықтау жеделхатын ғана жіберді. Оның өз отбасы, өз тірлігі бар еді. Ал қасына Сейіт жұбайы Тұмармен және 14 жасар ұлы Саттарбекпен келді. Ұлының есімін бәйбішенің марқұм жолдасының құрметіне қойған еді. Сейіт бұның себебін ешқашан түсіндірген емес. Жай ғана солай атады. Ағипа мұны бала 3 жасқа толғанда бірақ білді. Сейіт сөз арасында айтып қалғанда, бәйбіше тек бас изеген, басқа артық сөз айтпады. Саттарбек көзілдірік тағатын, аққұба, салмақты, көп сөйлемейтін бала болып өсті. Ағипаға тәрбиелі балалардың үлкенге көрсететін ерекше құрметі мен үлкендердің дұрыс бағыт-бағдарын бойына сіңірген жандай қарайтын. Ғалым туған күнге арнап торт пісірді. Балдан, жаңғақтан және ұннан жасалған өз рецептісі еді. Салмақтылау, тәттісі сәл басым, шеттері бұдырлау болғанымен ерекше еді. Ағипа дәмін татып көріп, тіл үйреді екен, деді. Ғалым үнсіз бас изеді. Бірақ жүзінің балбұл жанғаннан ақ оның қатты қуанғаны көрініп тұрды. Олар дастархан басында қас қарайғанша отырды. Сейіт зауыттағы жаңалықтарын айтты. Тұмар орам жапырақ тұздаудың тәсілін сұрап жатты. Саттарбек үнсіз тамағын жеп отырды. Ғалым әдеттегідей дастарханның шетінде басқалардан сәл оқшаулап отырды. Алғашқы күндерден қалыптасқан әдеті сол еді. Осының бәріне қарап отырған оның жүзіндегі сезімге Ағипа 20 жыл ішінде нақты атау таба алмады. Бұл шаттықта емес, жай барағаттықта емес. Екеуінің ортасындағы кек өзіне ғана тән бөлек бір күй еді. Жұрт тарқаған соң, Ақмоладан жиені Ерасыл келді. Ол туған күнге арнайы бірнеше жылда бірінші рет ат басын бұрған еді. Екеуі оңаша отырды. Ол өзіне кішкене стақанға ащы су құйып алды.
Ал Ағипа шай алды. Ерасыл сәл үнсіз отырып, Ағипа апа, бірдеңе сұрауға бола ма деді. Ол бас изеді. Ерасыл: сонау 54-ші жылы олар қақпаңызды қаққан кезде, сіз оларды мүлдем танымайтын едіңіз ғой. Олар кез келген қаншер болуы мүмкін еді. Неге оларды үйге кіргіздіңіз? Деп сұрады. Ағипа терезе алдында отырған. Сыртта бүкіл ауыл ұйқы құшағына енген. Тек ғалымның қорасының жанында ғана бағанадағы шам жанып тұр еді. Ғалым оны осыдан 3 жыл бұрын орнатқан. Түнде омартаға баруға ыңғайлы деп түсіндірген болатын. Түн түнегіндегі жалғыз сары сәуле. Ол сол сәулеге көз алмай қарап, үнсіз қалды. Содан кейін баяу дауыспен жауап қатты. Өйткені қақпаны қағып тұрған адамдар еді, ал есікті ашпау үшін айтарлықтай себеп керек. Менде ондай себеп болған жоқ. Ерасыл үнсіз қалды. Оның іштей қарсыласқысы келгенін Ағипа анық байқады. Ол қарсы уәж татты. Оны іштей салмақтады да, аузын ашып қайта жұмды. Ештеңе айта алмады. Ағипа шайын ішіп болып орнынан тұрды. Алдымен ас үйдің, сосын төргі бөлменің терезе қақпақтарын жабуға кетті. Ерасыл үстел басында стақанға телміріп, сол күйі отыра берді. Міне, бар тарих осы. 54-ші жылы Кеңес даласының шаңдақ жолдарымен 1 миллион адам шұбырды. Олардың алдында көптеген қақпалар тарс жабылды. Және әрбір жабылған есіктің өзіндік себебі бар еді. Тек Құрғақсай ауылындағы бір ғана қайсар әйел есігін айқара ашты. Аяушылықпен, немесе аңқаулықпен емес. Олардың кім екенін түсінбегендіктен де емес. Ол бәрін өте жақсы түсінді. Жай ғана есікті ашпауға оның ешқандай сылтауы, ешқандай себебі болмады. Мен оның ескі дәктерін ұзақ оқыдым. Кейбір парақтарын қайта-қайта қарай бердім. Ең соңында, соңғы бетте, әлі кеткен дірілдеген қолмен әрен жазылған жалғыз ғана сөйлем бар еді. Саттар. Қалай сақтасаң, солай өмір сүресін деуші еді. Мен сақтап қалдым. Дұрыс істедім. Тікір қалдырып, бейнебаянды лүпілмен қолдағандарыңыз біз үшін ең үлкен алғыс. Келесі шығарылымда жүздескенше аман болыңыздар.